Жүрек. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Өміріміздегі ең басты орган, организміміздегі ең басты бұл жүрек мәселесі. Подкасттың атын жүрек деп қоямыз деп шештік. Жалпы осы жерде сұрақ туындап тұр да менде. Біз осы уақытқа дейін психологияны оқысақ та, медицинаны оқысақ та, кез келген салада ең басты адам денесіндегі орган ол ми деп келдік. Себебі ол жерде жады бар, ол жерде өзінің шешім қабылдайтын установка убеждениелер бар. Жалпы бұл жер как компьютер деп келдік та. Енді сіз қазір айтып жатсыз, одан да биік орган бар, ол жүрек. Ол жерде даже ақыл бар деп. Біз осы уақытқа дейін ақылды осы жерде деп келдік. Себебі бүйтеміз ғой, сен тупойсың ба дейміз ғой, негізі. Бүйтеміз ғой шынымен. Енді біз ақылды осы жерде деп келіп жатырмыз. Получается, ақыл екі жерде болады екен, бір дегенде. Мида және жүректе. Мұнан супер. Енді оның деңгейі және де ол біздің қалай өмірімізге әсер етеді. Например, мына жердегі ақыл, және де мына жердегі ақыл. Және де не үшін мына жердегі ақылды қолдануымыз керек? Жалпы өмірде бір бақыттырақ болу үшін, жақсы өмір сүру үшін. Керемет. Енді мен сізге бір сұрақ беремін да, жүректің функциясы неде? Біз осы уақытқа дейін информациямыз бойынша, жалпы медицинамен келетін болсақ, ол как насос. Просто, жалпы осы бүгінге дейін сізбен интервьюға дейін бізге осы нәрсені айтып келді. Жүрек бұл насос. Просто қандай дейді. Еще қанды қалай дейді? Сіздің информацияңызда мүлдем бөлек келді. Неге? Себебі былай барады да айналып келіп қайтадан құяды деп келді бізге организмде. Сіз айттыңыз, ол емес. Себебі әрбір организмге бөлек-бөлек қан барады. По составу, по отдельности, каждым по своему части. Енді менде когнитивный искажение пайда болды қазір. Когнитивный искажение. Жалпы түсіндіре кетейік, когнитивный искажение деген не? Жалпы менің басымдағы реальностьпен өмірдегі болып жатқан ситуациялар екеуі саппадать етпеген кезде когнитивный искажение дейді. Сол сияқты мен бұл информацияны қабылдай алмауым осы когнитивный искажениенің кесірінен жалпы мидағы установка убеждение бұзылып жатыр да қазір. Либо бұл бұзылады, либо ми қайтадан ситуацияларды алып келеді, чтобы менің миымдағы установка убеждениені қайтадан убеждаться етілу үшін. Жалпы алдында сізбен әңгімелескен кезде, осы интервьюді қоятын кезде, осы туралы әңгіме айтқанбыз негізі. Когнитивті искажение, жалпы қалай өмірді өзгертеміз деген сұрақты 1,5 сағат па, 1 сағат па талдадық. Сол кезде жалпы ортақ шешімге келдік қой. Например, мидың жалпы функциясы бізді өмірімізді жай ғана сақтап қалу. Одандай бір бізді бақытты қылу, күшті қылып жіберу, 10 бала туғызып, iPhone 18-ді алып, Lamborghini мініп алу деген функция жоқ ода. Просто бақытты өмір сүру деген нәрсе жоқ, просто сау өмір сүру деген. Және де осы уақытқа дейінгі менің убеждение установкаларымның барлығы осы сау аман-есен жеткенімнің арқасы деп мен қабылдайды. Даже ложный убеждение болса да. Және де екі-ақ өзгеріс бар, осы екі-ақ установка убеждениені өзгертетін нәрсе бар. Біріншісі ол өлімнің алдындағы состояние. Жалпы өлейін деп жатасың, жаңағыдай жүрегің ауырып жатыр, жүрегің қатты ауырып жатыр, зато сен қазір өліп қаласың, егер жаңа шешім қабылдамасаң. Минеси де осы жерде жаңа шешім қабылдайды. Екіншісі бар, бұл осознание, жаңа айтқан. Сен бұл проблема екенін түсінесің, жаңа айттыңыз ғой, например, осындай проблемалардың бәрі мына жақта жүрек былай жұмыс жасайды. Шынымен осындай екенін түсіну керек, және де осыған информация жетіп, зерттеп, және де установить ету керек те бізге осы нәрсені. Енді келесі сұрақ. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, өзіме сұрақ қойып жасадыңыз ғой, жаңа жүрекке байланысты. Енді жүректің функциясы не деген кезінде мен айтпақшымын, Рене Декарт, французский ученый, осы кезге дейін 1885 жылы, по-моему, айтқан, жүрек это просто мышца, которая качает дейді. Енді олар айтқан нәрсесі, сол себептен кейін адамдар бәрі материалист болып кетті да, миға фокусировка қойып кетті. Енді қараңыз, осы кезге дейін біз келдік. Былай қараған кезінде проблемамыз басын асып жатыр. Сердечно-сосудистая система бірінші орын алып жатыр, ажырасу екінші орында, өлім подростковый нереальный местода алып жатырмыз. Бәрі бардак болып кетті. Не үшін? Суицид топ. Адамдарда мысалы мейірімділік жоқ, доверие жоқ,
от души жұмыс істеу жоқ, короче, да, бәрі какой-то бір миға салыстырып кетті. Миының мақсаты не? Былай қараған кезде сіздің миыңыз это физический законды жақсы біледі, математиканы жақсы біледі, аналитиканы бәрін четко конкретно біледі. Бірақ бұл даже мына қараған кезінде дальше ми алға жүруін қорқады. Не үшін? Потому что мынандай сөз бар да, наш головной мозг идет, он любит то, что он знает, да? Он знает, говорит, сен жақсы көрген тозақ қалып барады да, сенің жүрегің сен танымай тұрған жәннат қалып барады да. Сонда біз айтамыз да, былай сұрақ беретін болса, не үшін Құранда жүректі 4 форматта келтіреді формада. Бірінші форма қалып деп келтіреді. Если қалып етім болса, развернут болатын болса, это большой круг, малый круг кровообращения, это больше медицинаға сай. Құранда уже айтып қойған. Екінші форматы, сейчас айтайын, фуат деп келтіреді. Это слово гореть. То есть любить, гореть, это чувство, эмоции. Это уже психосоматика, психология. Екінші формат, ол садр деп келтіреді. Садр это что? Это грудная клетка деп келтіреді. Ол, например, Құранда келтіреді, шайтан сендердің жүректеріне сразу битіп кіріп кетпейді дейді. Ол мына 5 ағза арқалы жүректеріңе кіреді дейді. Ол не? Сен жаман көрген кезінде, жаман жұмыс істеген кезінде 5 формат арқалы. Не үшін? Потому что мына 5 ағзаң это ворота, которые идут сюда. Ты если ворота откроешь, шайтан зайдет в твою грудную клетку, а прямой шайтан не может зайти. Ол ислам. Енді қайтын болсаң, еліп деген нәрсесі бар және. 4 форматты келтіреді. Не үшін? Ол жүрек тамағында көп айтылған. Ол еще 1-2 рет емес, 44 рет көп, 16 рет айтқан да. Бәрін қосқан кезінде еті бір 100 рет айтылған болады да. Бір екінші мәселесі. Не үшін имам Аль-Бухари айтады да, сендердің тенелеріңде бір кішкентай өш бар дейді. Ол жақсы болса, тенің бәрі жақсы болады, ол жаман болса, тенің бәрі жаман болады деген кезде біздер всегда ауруын ойлаймыз да. Ол сенің жаман болған кезде сенің психологияң бұзылады ғой. Сенің денсаулығың бұзылады ғой. Сенің социальный проблемаң келіп шығады. Сен жүрегің ауырса, сен больничный аласың ба? Больничный алғаннан кейін ақша болмай ма? Сондай нәрсе. Бірінші мәселе. Біздер просто осы нәрсеге көбінесе мән бермей қойғанбыз да. Енді сіз айтып тұрсыз қой, когнитивное искажение деп та. Ол когнитивное искажение, мен бірден айтайын сізге, сол нәрсені білетін болсаңыз, альхамдулилля, сіз бақытты боласыз. Не біздің ағза, который Аллах Тағала біз арқылы, сол ағза арқылы бізбен әңгімелеседі. Сол арқылы уахи келеді, сол арқылы сізге сезім келеді. Ол жүрек. Если сен жүрегіңді ұмытып қойған болсаң, сен қалай Аллахқа тәуекел қыласың? Сен қалай інті-жінті болып, намаз оқып, ораза оқып, Құран оқып, сен тек қана жүрекпен, мимен жұмыс ететін болсаң, сен мына связь бұзылады ғой. Мен бір пример келтірейін да, например, мысалы қараңыз, бір ғалым айтқан екен да, ол мына қазір дейді, менің мына тенем дейді, 5 ағзамың 5 органов чувств, раб 5 органов чувств. Например, ішкім кеп тұрды, я? Суд. Мен бүйтіп қолыммен стакан ұстаймын. Значит, мына қолым менің 5 ағзамың құлы да. Мен бүйтіп алам, ішем. Енді мына 5 ағза, мен су ішкім керек деген кезде миыма ол информация келді. Сонда миым айтты да, 5 ағзама, 5 ағзам арқылы мына қолмен алдым. Енді получается 5 органов чувств, раб головного мозга. Теперь задается вопрос, а головной мозг чей раб деген сұрақ туады? Головной мозг раб твоего сердца дейді. А твое сердце раб чего? Раб Аллаха. Раб Аллаха. Если ты забываешь свое сердце, ты получаешь болезнь сердца. Ты получаешь низкий иман. Ты знаешь, не умеешь тәуеккел делать. А рызық откуда дается? Если ты тәуеккел не умеешь делать, рызыка нету, денег нету. Тәуеккел бұл новый нәрсеге бару, на самом деле. Жоқтан нәрсе, например, тәуеккел істеу деген да. Ол тәуеккел деген кезде мен айттым ғой сізге, жүрек сені білмей тұрған нәрсеге алдына алып барады дейді. Біздің миымыз айтады да, бармасайшы ол жақ. Ол ми арқа қарай береді ол. Сенің жүрегің Алла қарап жүреді. Ол деген нәрсе айтып тұрған жоқпын мен, сен басыны кесіп тастап жүрегімен жүр деп тұрған жоқпын. Сен просто бірінші в главе поставь свое сердце и сұрақ бер. Мына жұмыста мен істегім келем ба или жоқ па деп. Бізде жүректе честность жоқ қой. Бізде мы сами себе нечестные же. Жүрек қаламай тұрады, бірақ мы айтады да, блин, мына жұмысың ақшасы көп қой, ақша алу керексің ғой, сынандай болу керек қой деді. Жүрек бармай тұр уже. Жүрек саған айтып тұр, о нәрсенің бәрекесі жоқ деп тұр. Бірақ сен соған барасың, проблема конкретно ушайсың да, одан кейін, блин, қалай болды, мен оны әсіде білгемін дейсіз да. Әсіде сенің жүрегің уже миың жұмыс істемей тұр, уже 8 секунд уже айтып қойған, ол сенікі емес деп қойған уже. 8 секунд?
иә 8 секунд алдын уже айтып қойған ол информацияны. Енді оны қалай деп айтатын болса, сізге пример келтіремін. Наталья Червонская деген кісі бар. Мына ілім әлемінде жүрген адамдар көрсін, сол кісі айтады да, біздің ученыйлар дәлелдеді деді, біздің миымызға дейді дайын ответ келеді дейді да. Біздің миға дайын ответ келеді. Ми сол именно дайын ответ арқалы жұмыс істейді дейді. Енді ол жүректеп тұрған жоқ. Мен оны түсініп тұрмын ғой нәрсені. Ол явно сердце да. Не үшін? Потому что сенің жүрегіңде информация уже давно бар да. Енді айтпақшы болғаным. Сіздің, мына қараңыз, мен қазір отырмын да, мен пример келтіремін да. Даже просто пример келтіремін. Банальный пример. Бүйтіп отырамын да, арқамдан біреу бүйтіп бойымды қатып қысатуын болса, мен сізбен бүйтіп спокойно әңгімелесе аламын ба? Жоқ. Миыма қан бармаған екен информация бармайды ғой. Мен тыпыршылай бастаймын ғой. Мына қазір мен конкретно қазақшалап сөзіп отырған себебі, каждую секунду мені бір минут ішінде 75 удар, қазір енді эмоция болған екен 95 удар қан барып тұр да, каждый барған қанның арасында секунд бар ғой, 7-8 секунд. Сол арқалы миыма информация барып тұрды, и одан кейін мен айтып тұрмын нәрсе. Мен қазір қысатуым болсам, басым істемей қалай болу бітті ғой. Енді былай айту мүмкін да, хорошо, қалай оны және дәлелдейсіз деп айтады. Мен бірдеңе дәлелдеймін да. Мына адамдың жүрегінің пересадка істеген кезінде бірінші показания адамдың миы өлу керек. Одан кейін ол адамдың жүрегін алып басқаға отқызуға правасы бар. Если адамдың миы өлмей тұрып сен жүрегін алып қоятын болсаң, ол уже отырасың законодательным путем. Теперь задается вопрос. Миың өліп қалса, тенің бәрі өліп қалды деген нәрсе емес. Бірақ жүрегің өліп қалса, басқа органдар жұмыстан шықты деп айтады. Это о чем говорится? Сердце главное, потому что сердце может работать без головного мозга 12 часов. 12 сағат өзі ұрып тұра береді, өзі де импульс болып тұрады. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, 12 сағат ұрып тұра береді. Бізге наоборот айтады ғой, ми сигнал береді, сосын барып жүрек ұрады деп айтады негізі. Қазір ғылыми не? Сондай деп айтқан. Наоборот қазір. Қазір сондай деп айтқан, қазір өмір өзгеріп кетті, потому что менің өзі мировоззрением білесіз ба қанша өзгерді? 1900 где-то бір 3 жыл алдын бүйтіп енді мысалы, менде қазір Аллаха қалауға мен мына қазір өзім жұмыстан шықтым, уақытым бос. Менде мына жұмыстан шыққан кезінде қатты қорқам да. Семьям қалай бағам, басым ауырайды, артрит, панкреатит, әйелімен ажырасу мәселесі, ақша жетпеу мәселесі. Мысалы біздің медицинада ол бар нәрсе да, ақиқат нәрсе. Мен, например, ол жұмыс саласын жақсы көріп жұмыс істеген, бірақ мына қазір жұмыс істеген кезінде менде не семья, не денсаулық, не істеген болмайды. Сол себептен мен оны Аллах тағала мені кардиохирургия, кардиологы бәрін аккуратно бүйтіп алды да, бірақ Алланың қалауымен орнына басқа нәрсе берді. Мені қазір басқа нәрсе берген кезінде, ол деген нәрсе менің мына кардиохирургия, кардиология, УЗИ сердца, эксперт, ол жұмыстан шығып кеткен нәрсе емес. Ол наоборот соны қатты зерттеп, дальше уже тереңдеп естіген кезінде мен бірдеңе түсіндім да. 10 жыл Москвада алып білімді бәрі алып бүйтіп қалған кезінде бір таразға, мынау 3 жылдық іздеген нәрсені алып қараған кезде мынаның пәлесі басып кетті ғой. И соншалық басып кетті, мен сізге бірдеңе айтайын. Шизофрения деген ауру бар. Психиатрияда шизофрения деген ауру бар, ол біз білеміз, ол емделмейді деген нәрсе. Маған бір 2 жыл алдын бір әйел келеді. Панкреатит, артрит, көңіл күйі жоқ, 5-6 ауру бар. Сонымен мен мысалы мына біз қазір Алланың қалауымен Дәуренбек мырзаның арқасында сол кісі ал келіп, сол кісі болады, давай осы жұмыс болады деп үлкен мына үлес қосқан. Оны айтып кетейін, Дәуренбек мырзаның арқасына, альхамдулилля, Алла риза болсын ол кісінің арқасына. Сол себептен бұл жұмыс түні күні талқыланып алып бардым. Түнгі сағат 3-4-те ұйықтаймын постоянно. 2,5 жыл, 2 жыл. Ол нәрсеге әрбір әйел шыдай бермейді, сөзің ашық да. Сонымен осы дәрежеге кеттік, что есть такое понятие сердечная проработка деп айтады. Жүрек арқылы жұмыс істеу. Біз айтамыз ғой, бізде сознательная проработка бар, подсознательная проработка бар, и бессознательная проработка бар, и сердечная проработка бар. Сол сердечная проработка арқылы 3 рет консультация алды сол кісі. Альхамдулилля жақсы болды, 1 жылға жоқ болып кетті сол ел. 1 жылдан кейін келіп айтады маған, мен оны білмеймін. Доктор, сіз білесіз ба дейді. Маған айтады, доктор, менің күйеуім шизофрения дейді. Сол кезінде мен сізге обращаться еткен кезінде дейді. Бүйтіп отырған кезінде бетіме ұра берді дейді бүйтіп. Представьте? Сонда мында 2 выбор болды. Мен сол кісіні тастап кету болды. Уже шаршап, бала шағасы бар негізі. Или сол кісімен қабылдау болды дейді да.
сонда мен деп айтпаймын, менің қолымда емес, сразу айтайын, мен ешкім емеспін. Келдік, жұмыс істедік, бізден теория, адамдан практика, Аллахтан результат. Сөйтіп бағана жұмыс істедім дейді күйеуіммен. Не болса да жұмыс істеп, бір жылдан кейін дейді, күйеуім өзгере бастады дейді. 3 жыл психиатрический больница жатқан. Ол қалды, дәрі-дәрмектер қалды, күйеуі өзгеріп, уже мына қазір парақшада көрсеңіз, басқаша болып, уже альхамдулилля жақсы ремиссия кетті. Енді қазір біздің врачтарға шизофрения кетті дейтін болсақ, маған қарап бүйтіп басқаша көрсетуі мүмкін, бірақ ол мен сізге шын айтып тұрған нәрсе, оның алдауға қажет жоқ, бармаған жерлеріміз қалмаған дейді. Ол кісінің өзіне алса да. Бірақ ол кісіні мен емдеген жоқпын. Ол кісіні әйелі өзі емдеп шыққаннан кейін күйеуімен жұмыс істеген, это длительный процесс. Содан кейін бала шағасы тұрмысқа шығып, уже кішкентай басқаша өзгеру болды. Енді ол не демақшында? Бұл енді былай қараған кезінде адамдың слово личность, слово количество деп айтады. Соншалық адамды от душимен жұмыс істеген кезінде адам өзгереді. Мен қазір любой адамды жолда ұстап тұрып, бүйтіп қарап тұрып, мен врачпын, білесіз ба, мен врачпын, сенесіз ба? Көрсетемін, айтамын да, что-то сіз тұрмыс жылты болып тұр, сіз онкологияға араласып қой деймін да. Деп айтсам да, примерді айтайын да, ондай ниетім жоқ. Шықты оңырақтың болды. Ана адам уже бір жалдықпен өледі, уже бітті. О, все уже. Почему? Мен қараңыз, адамдар сенеді ғой врач болғаннан кейін. Это железобетонно жилет. Сөйтіп бүйтіп қарағанда, что-то реңі сарық, что-то онкология, опасно деп қоямын ғой. Мен сол айтпақшымын қазір врачтарға да, когда менің өзім қайнатама жүрегі ауырған, нереально ауырған, сол кісі операция болды, врачтар айтқанда, сіз 5 жылдан кейін қайтыс болды дегенді ғой. И мен врачтарға айтамын да, сіздер врач болып тұрып, ондай әңгіме не үшін айтасыздар вообще? Диетология деген нәрсе бар ғой, сіздер ойлап қарамайсыздар ма? Бізге бірдеңе түсініңіз. Вы этого человека уже запрограммировали на смерть, точно 5 жылдан кейін қайтыс болдыңыз. Ол айтып жүрседі, Олқбек, мен етсен де етпесен де мен 5 жылдан кейін қайтыс боламын деп. Менің әйелім әкесі сол, жасы 57-де. Сол бір байқау керек та, кішкентай сіздер айтқан сөздеріңіз, это запрограммировано уже, все. Сөз дұға дейді ғой. Конечно, слово личность, слово количество, слово опасная вещь. Поэтому ол нәрсені иметь в виду. Енді басқа мәселе, поток информация көп та, соны айтам деймін, есім шығып қалады. Неге айтсам, то есть басқа сұрақ берсеңіз де болады, я сейчас забыл. Жалпы жаңада менде информациялар келіп жатыр. Бізде енді жаңа айттыңыз ғой, осы уақытқа дейін осындай нәрселер болып жатыр, жалпы өзгерістер болып жатыр өмірімізде деп. Жаңағы кісінің, жалпы әйел адамның жұмыс жасау процесі, ол өте үлкен күш қой, энергия. Это мощный нәрсе. Әйелдің энергетикасы ол мощный нәрсе. Поддержкасы, это нереально, потому что біз айтамыз ғой, мысалы, қазіргі заманда ажырасудың көп мәселесінің бір себебі. Біздер өзіміз жақсы көрмейміз ғой, брат. Каждый человек, который отырған адам, сұрақ берсінші. Шынай, мен өзім жақсы көрем ба деп шынай сұрақ берсінші. Шынай өзіне. Сен мен алдауым мүмкінсің. Сен мына айнекті алдауым мүмкінсің, бірақ сен кім екеніңді өзің білесің ғой. Сол сұраққа жауап бере білсеңіз, это үлкен ответственность. Бірақ көбісі келген маған адамдар, мен өзімді жақтырмаймын дейді. Мен сонда сұрағына жауап беремін да, сен не үшін өзіңді өйтіп жазаладың деймін. Сонда адамдар ойланып қалады да, уже не атауын білмейді. Это жаза ғой, страшно жаза ғой. Сен если жүрегіңді жоғатып қойған болсаң, өзіңді жақсы көрмейтін болсаң, значит сен жаратқан сен әке-шешеңді жақсы көрмейсің автоматически. Значит, оларды жаратқан Алланы жақсы көрмейсің. Сонда сен талай рет намаз оқыма, ол деген нәрсе сенің жүрегіңе жетіп бармайды. Мировоззрение кетіп жатыр уже. Әлемді танудан кетіп жатыр. Ол не только біз ойлаймыз, негізі самооценкадағы проблема біз ойлаймыз, ол самооценкада ғана, менде ғана деп. Бірақ мен өзімді жек көру арқылы бұл әлемді жек көремін ғой. Болды. Автоматически бұл әлемді жаратқан Алланы жек көремін. Түбіне келетін болсақ. Енді маған айтайын деген нәрсем, жаңа әйелдің энергетикасы бар. Бірақ біздің Қазақстанда екінші орында тұр, ажырасу бойынша. Ажырасу бойынша екінші орында тұр. Бірақ негізі әйелдердің энергетикасы бар, уақыттары бар, жоқ емес бар. Себебі жаңа айтып жатсыз, стиральная машина, посудомоечная машина, бәрі условия бар ғой. Такси, доставка, лифт,
ешкім сиыр салмайды, ешкім бұрынғыдай отырып алып кір жумайды. Мен ойлаймын, осы жерде проблема на самом деле энергияны дұрыс бағытта жұмсамағаннан. Себебі энергетика береді, Алла әркімге таңертеңнен кешке дейін жалпы өмір сүруге энергияны беріп қойды. Оны энергияны саған өткен шаққа ойланып, сол жерде өзің жазғыру үшін, және де болашаққа отырып алып, өзіңді кінәлау үшін, болмаса өзің содан қорқу үшін емес, дәл қазір өмір сүретін саған энергия берді. Бірақ сен осыны отырып аласың да, жұмсамайсың. Инстаграм, тиктокта отырып аласың да, біреу жамандайсың, хейт етесің. Неге? Себебі өзіңді самооценка жаман. Енді ең соңында тұрады да, осы энергия су тұрса, бұл су энергия тоже. Су 1 сутка, 2 сутка, 3 сутка қозғалмай тұратын болса не болады? Истенеді, жаман болады. Сол сияқты негатив қайналады. Сол сияқты энергияларыңыз жаман нәрсеге айналып кетеді да. Енді осы жерден сұрақ шығады. Біздің екінші орында тұрған ажырасу бойынша проблемамыз қаншалықты жүрегімізге әсер етеді. Және де қандай связь бар бұл жерде? Белгілі бір связь бар ғой, жоқ емес. Конечно, связь бар. Біз негізі, мысалы, мен өзім негізі психосоматика, негізі травмированный адам келеді. Мен өзім травмированный адам, я психологически, физически, социально травмированный. А тем более медик болатын болса, это вообще тройне травмированный, потому что біздер негізі, как медик, я психологически был больным, да, бывают такие моменты, в каком плане, да, то есть, например, головные боли, там, неприязнь, непринятие, страх, ол бар нәрсе, мен ол айтқан кезінде, например, өзімді қаралаған нәрсе емес, ашықшасына шынайында болған нәрсені айтып жатырмын. Мысалы, қалаңызда мен өзі психологически неадекватный болсам, физически неадекватный, например, басым ауырса, артрит болса, поджелудочная железа страдать ететін болса, социально, например, ақша жетпейтін болсам, қалай мен басқа адамды емдеймін? Ойлап қараңызшы. Энергетически, если я нездоровый человек, приходит ко мне человек, как я буду лечить этого человека? Это невозможно. Это сейчас, в наше время, возможно, так и лечат люди. Но теперь надо же признать, что это на самом деле, да, действительно, у меня это проблема. Само признание – это 50% решения проблемы, но у нас, врачей, есть такое понятие, да, это не признать свою несостоятельность. Жоқ, мен бәрін білем, мен істей аламын, мынандай бәрін, бізде бәрі универсальмыз да, ондай болмайды ғой. Сен универсальный болатын болсаң, почему тогда психологически неадекватный? Почему тогда нездоровый? Сейчас многие, может быть, скрывать. Работая я в скорой помощи, глотал таблетки, потому что это была нагрузка, нереальная нагрузка. Работая в кардиохирургии, тоже глотал таблетки, потому что это... Представь, что бір аптада басың 3-4 рет ауыртады. Постоянно килограммнап анальгин глотать етесің. Енді қазір көбісі врачтар оны білмеуі мүмкін, бірақ бүйтіп қараған кезінде ол хақ нәрсе де, жүректерін өздері қарасын да, қандай екен конкретно. И мына қазір ақша жетпестік мәселеде, потому что ол бейшара врач 4-5 жұмыста істейді. Не үшін? Квартирада ипотека жабу үшін. Ол өмір ма? Енді олай қалай ілім алады? Қалай адаммен әңгімелеседі деген сұрақ туылады ғой. Понимаете, это наболевший вопрос же. И оған науқас келеді. А он уже уставший, да. Я не виню врачей. Надо понять, что именно врач, он выгорает. Знаете, почему выгорает? Потому что врачтың бір установкасы бар да бізде. Мен өзім врачпын. Врачтар ренжімесін, мен болған врачпын, өзім өмір айтып жатырмын. Ана келген адамда 100% мен оны жақсы қып жіберем, оның тақтырыны өзінің бойына асып алады да. Мен айтам, хорошо, ол қайрат болатын болса, мен оқпек емес, значит, қайрат болып қалдым ғой онда да. Сен сонда ол таблетка ішпесе, сен үйге барып жанына жатасың ба сонда, 100% ответ алған болсаң? Ол адам саған келді, сен беретін дәрмегін бересің, ол ішеді ма, ішпейді ма, өзіге ол. Не үшін? Это его ответственность. Он пришел ко мне лечиться. Я с моей стороны 80% берем, 70% өзі денсаулық үшін, өзің үшін өліп алам деген қазақтарда сөз бар. Денсаулық кімге керек? Саған керек па? Өзің үшін ішесің, өзің үшін қарайсың. А бізде не? Бізде былай, мен кардиолог болып отырмын ба, отырам, әйел кіріп келеді, күйеуі отырады, әйел отырады, сөйтіп бүйтіп отырамын да, енді қараймын, кім бастайды деп? Әйелі бастайды. Енді әйелі бастағаннан кейін мен ойлаймын ғой, әйелдің жүрегі ауырып шығар деп. Шығатып берді, пәленше ағамыздың жүрегі ауырып жатқан екен. Мен айтам, қандай таблетка ішесіз деп ағама қараймын ғой. Мен білмеймін, мен жүрегімді әйелімге тапсырғам дейді ғой. Айналайын, мынандай нәрсе ғой. Сен енді білесің ба не үшін жүрегің ауырып жүргенін деп сұрақ туады да. Ты понимаешь, что ты просто наплевал своему сердцу. Вот просто сондай формат болды да. И, конечно, это сердце будет болеть. И, конечно, мужчина будет умирать 40 летте қайтыс болады. 40-45-те қайтыс болады уже. Әйелдер 50-55-те. Уже позже, да? Почему так происходит? Да потому что біздер мына жүрегімізге пофигистическое отношение етеміз. Мына осы проблема. Екінші, еркек адам, ол айтады ғой, мен жыламау керекпін.
мен еркекпін, мен өзімді тығу керекпін ішінде. Хорошо, тыға бер. Сен жүрек бақ бітеді, оны бітесің. Енді қара. Исламда бүйтіп қараған кезінде сен эмоцияны шығарта алмасаң, сен жұта берсең, сен жүрегің не, мусорный ящик па сонда? Бітеді ғой, тоқтайды ғой бір күн болмаса, бір күн. Эмоция арқалы бірдеңе түсіну керек та. Эмоция кірді ма, сен оны шығарып тастау керексің. Или барып досыңмен әңгімелесіп жылаудан болса, братан, жыла. Это нормальный нәрсе. Если этого не делаешь, тогда занимайся хотя бы спортом. Ана пот арқылы шығарып тастайсың, кортизол, адреналин бәрін. Пот арқылы шыққан кезде сенің денеңде почкаңда 84 страшный нәрсе шықса, пот арқылы 184 нәрсе шығып кетеді екен, тері арқылы. Оны істей алмадың ба, баниға бар. Банида шығып кетеді, пот арқылы шығып кетеді. Оны істей алмадың ба, проработкаға бар. Хорошо, психосоматологқа сенбейсің ба? Ну, что могу сделать? Онда өзің үйінде әйеліңмен де сөз алмайсың ғой сен. Сөздің ашығы. Бір нәрсе айтып кетейінші осы жерде. Жалпы мынандай нәрсе болады да. Мен үйде жүрем, мен спортпен айналысамын өзім. 1,5 жыл болды. Сізге өзіңіз де білесіз ғой, жалпы спортпен постоянно айналысамын. Мен бір аптада иногда 3 рет емес, 2 рет барып қалсам, ұрыс басталады үйде. Байқадым да мен сол нәрсені. Себебі мен ана жақта агрессия бар, ұстап тұрған. Агрессия бар, спорт залға шығарып тастаймын. Негативті энергияның бәрін шығарып тастаймын, эмоцияның бәрін шығарып тастаймын. Ол жерде айқайлайсың, достарың болады, жүгіресің, өйтесің, бүйтесің, сонымен шығып кетеді. Мен осы нәрсені байқадым. Негізі спортпен айналысқан дұрыс екен. Ол бірінші сен өзіңнің денсаулығыңды күтесің. Бұл спорт тең денсаулық деген сөз емес. Просто сен состояниеңмен жалпы белгілі бір әрекеттер жасайсың, может сол жақсы әсер етеді. Жалпы негізі тең емес қой, спорт тең, біреулер айтады, спорт тең денсаулық. Жоқ. Осы жерде айтып кетейінші мен, қысқаша айтып кетейінші. Бізде спорт дегенде иногда, знаете, дофаминовый мынандай бір адамдар бар, 6 аптада, то есть 6 күнде, 6 күннің ішінде 7 күн спортханадан шықпайды да. Енді бір пример келтірейін да. Жүгіріп жүрген қоян да 120 километр жүгіреді постоянно да. Оның өмір қанша жыл өмір сүреді? 15 жыл өмір сүреді. 20 метр жүреді тұғын, 1 саатта тасбақа. Спортпен заниматься етпейді, 304 жыл өмір сүреді. Енді мен айтпақшымын, мына крайность бар ғой бізде. Баланс. Бізде баланс жоқ. Исламда не деп айтқан? Баланс это золотая середина деген. Ислам это осының балансы. Бізде баланс жоқ. Бізде мына қазір өзің жақсы көрген кезінде біз тек қана пофигизмға кетіп қаламыз. Или эгоизмға кетіп қаламыз. Баланс істесейші, баланс это любовь. Бізде өзің жақсы көрсе, эгоистсің ба деп шығады да. Уже қуып кетеміз да басқа жаққа. Баланс ұстасайшы бәрі де. Мына баланс ұста. Исламда да айтқан. Мына қанатың материальный мир болсын, мына қанатың рухани мир болсын. Сен құсқа оқысап, үйіңе қонып барасың, үйің не десе, ол жәннет деп айтады. Не үшін соны ұстай алмаймыз? Жалпы жақында отырыс болды. Достармен жаңа айтып отырсыз ғой, достармен, класстастармен отырмыз. Анда-санда жиналасың ғой класстастармен өзі. Сонымен менің бір класстасым біледі, мен психолог екенімді. Сонымен мен там тиктоктарымды көреді, инстаграмды көреді, подкасттарды көреді. Сонымен маған айтады да, мен әйелімді бір психологқа жібердім дейді. Әйелімді психологқа жібердім. Өзі дальнобойщик болып жұмыс істейді. Постоянно алыс сапарда жүреді да, енді әйелінің қасында болмайды. Физикалық қасында болмайды да, ментально білмеймін енді. Пока вопрос келе жатыр. Сонымен не болды десем, анаммен екеуі андай қырылысып қалады дейді. Постоянно. Енді сонымен клинический психологқа барған, әңгімелесіп келді, өзгеріс болған жоқ дейді. Бір рет барып келеді, өзгеріс болу керек та? Бір рет, 2 рет, жоқ, суть бұл жерде емес. Қыз келе жатыр. Дальше есть. Жалпы сонымен десем, барлық психологтар дейді, барлық психологтар просто тыңдайды да, обобщать етіп отыр. Барлық психологтар тыңдайды да, ешқандай результат бермейді. Айтам, брат, сен жалпы осындай машина дейсің ғой, бірақ мен сенің машинаңды білмеймін ғой. Маған барлығы фура деймін да оңшы. Сенің машинаң фура ғой жалпы, болды. 1. 2. Не үшін сенің проблемаңды үйіңде болып жатқан? Не үшін психолог шешу керек? Бірінші психолог ол сен болу керексің ғой. Әйелің мен анасының ортасындағы баланс, көпір, середина сен болу керексің бірінші. Екінші, сен физически жанында болмаған кезіңде физикалық түрде қасында келесің ол әйелдің, бірақ ментально сен басқа жақта ұшып жүрсің да, әлде. Грузоперевозкада жүрсің, ақша, кредит болмаса, тағы да достармен бару керек. Сен бұның қасында болмағаннан кейін, оның әйелдің қасында болмағаннан кейін,
ол не істейді? Обязательно оның қасында оны тыңдай алатын, оның әңгімесін, оның ішіндегі жанын, сырын тыңдайтын адам іздей бастайды. Ол шындық қой. Иә, 20 мың рет сөз айту керек қой. 20 мың сөзі әйел бір күнде айтып шығарып тастау керек. Енді ол әйел обязательно іздейді. Ол бір рет емес, 100 рет психологқа барады әлі. Пока сен соның жанын түсінбейінше, соның қасында болмайынша. Біздің бұрынғы ата-бабаларымыз социальный өмір сүрген ғой. Социальный круг создавать еткен. Не істейді? Әйелімен күйеуі бірге өмір сүреді. Оның мына жерінде туысы тұрады, мына жерінде туысы тұрады, мына жерінде күйеу баласы, мына жерінде кочевой образ жизни вели. Енді не болады? Социальный өмір. Бұл өмірде жүрекпен, денсаулықпен проблема аз болған. Неге? Потому что біз пайғамбар саллаллаху айтады ғой, біреу ауырып қалса, көңілін сұрап барыңдар дейді. Ол сүннет амал. Неге? Себебі көңіл сұраған кезде адамның көңілі бүйтіп көтеріліп қалады ғой. Мен керекпін, мен қажетпін. Я важный, я нужный деген адамда установка, убеждение пайда болады. Я важный, я нужный деген установкалар бұл өмір сүруге деген бүйтіп халді көтереді да. Ынтасы пайда болады. Ынтасы пайда болады. Бұл кәдімгі энергетический, жалпы и психологический состояние ғой на самом деле. Біз осыны түсінбейміз, и сонымен аламыз да бүкілін жамандаймыз ғой. Менен жауапкершілікті бүйтіп шешіп алып тастаймын. Әйелімнің алдындағы, бауырымның алдындағы, жаңа айтып отырсыз. До того еркектер не только әйеліне жауапкершілік алмайды, әйелін, например, әйелі. Бұл Алладан берген аманат. Бұған емес. Өзі үшін де жауапкершілік алмайды. Жүрегі үшін, жаңа айтып отырсыз, жүрегі. Жүректі біреуге беріп тастаған да, жауапкершілікті әйеліне беріп тастаған. Наоборот, әйеліне жауапкершілік алу керек еді бұл, еркек болып. И өзінің жүрегіне алу керек еді. Жүрек бұныкі. Қалай болады, не болып жатыр, бұны тексеру керек еді, оқу керек еді, қарау керек еді. Болмаса сіз сияқты білетін мамандарға барып, бауырым осындай жағдай болып жатыр, не істеуім керек деп сұрау керек еді, ол оны сұрамайды. Әйеліне айтады, маған дәрі береді, соның дәріні бересің, кешке азанда. И бұда да того, бұл еркекте жазылу деген ойда жоқ қой. Ол мамасына бала болып алған да. Бүйтіп, кішкене ауырып қалады, жылайды, сол кезде бір мәмшек бере салу керек та. Біз бәріміз баламыз ғой негізі, былай қараған кезінде. Бірақ негізі өсу керек еді ғой. Психологический возраст бар ғой. Например, физикалық возраст бар, психологический возраст бар. Психологиялық өсумен ол бала состояниесінен уже подросткқа, подросткадан уже взрослый адамға өсу керек еді. Ал біз әлі де кішкентай бала болып, жауапкершілікті жаңағы бір мамамыз тауып алып, сол мамамызға беріп тастап жүре беру уже хайырлы болып қалған да біз үшін ше. Енді келесі нәрсе, жаңа айттыңыз, жүректе не только сезім, ақыл, интуиция бар дедіңіз. Интуиция ол бөлек нәрсе. Осы жүректің интуициясы басқа қарағанда қалай әсер етеді, және де өмірімізге ол қандай бір қайырлы нәрселер алып келуі мүмкін. Керемет. Интуиция не дейтін болса, это парыз тілде ол парасат деп айтады. Парасат не десе, айтады ғой, сенің парасатың бар ма жоқ па деп айтады ғой бізде. Көбінесе білмейміз ғой, парасат не екен. Парасат деген это интуиция деген нәрсе. Орысша айтқан кезде сверхъестественный разум. Или по-другому айтқан кезде предвидение. Предвидение. Например, мысалы қазір примерді келтірейін. Оның дәлелі бар, американский. Мен қазір мына айтып жатқан нәрсенің бәрі аспаннан тауып айтып жатқан нәрсе емес. Институт математика сердца бар, интернетте алып қарасаңыздар, Северный Калифорнияда. Сол жерде ғалымдар бірінші бұл 1991 жыл жүректе 40 мың нервный клеткаларын тапқанда, жасушаларын. Олар мына миының жасушаларына қарағанда мощнее да, басқаша формада. И мен айтпақшымен көбісі айтқан кезінде, мына көзге көрмейді 40 мың клетка сенің миыңмен арқа омыртқаңда управлять еткен кезінде адамдар шок болады да. Мен айтып, айналайын, неге үшін шок боласың деймін да. Былай қарай да, бұрын память қандай еді? Үлкен зданияларда тұрасид компьютерлар, память да, терабайттар. Қазір қандай? Мынаның алып қарайтын болсаң, мынандай кішкентай память сол жерде микро. Сен соны салыстырмайсың ба деймін да? Олар ойлайды, объем болса ол күшті, мықты жұмыс істейді дейді ғой, бірақ сен түсініп тұрсың ғой, қазіргі технологияның өзі мынандай кішкентай болса да машина жұмыс істейді. Ол сондай. Осы жаңалық, бұл не ғой? Макронаука ғой негізі. Нейробиология. Бұл мен қазір айтпақшыған көбісі айтқайды ғой, психология мен медицина, ол ислам қалай өзі байланысады, сол қандай форматта болады дейтін болса, оны тек қана сен нейробиологияны білмесең, соны түсінбейсің ол нәрсе. Не болып жатқанын түсінбейді адам. Нейробиологияны білмесе түсінбейді. Ол нейробиология жақында 1970 бір 30 жыл 40 жыл болды шыққанда. Ол не? Ол более досконально, более четко. Не үшін ол қазір шықты? Потому что біздер технология дамыды да, біздің каждый клеткада қандай форматты жұмыс істеп жатқанда полностью білесіз да. То есть былай қараған кезде исламда
айтылған 80% наукада болған нәрсе бәрі исламда уже давно шешіліп қойған да. Сол 80% наука уже ашық та, ислам уже давно айтып қойған. 20% қалды всего лишь қазір. Сонда мен айтпақшымын, бағана сіз айтқан қандай сұрақ еді жіне? Интуиция. Енді интуиция туралы. Енді ғалымдар не істейді? Бүйтіп адамды отырғызып қояды. Басына бағана аппараттарын киіп алады, аппарат, жүректер, ЭКГ, пульсоксиметр бәрін қойып қояды, бүйтіп отырғыздырып қояды бүйтіп. Сөйтіп ана жерде айтады, бір фильм көрсетеді, ужас фильм көрсетеді. Ужас фильм көрсетеді, айтады да, мына ужас фильм мынандай думалақ топ бар ғой. Сол қап-қара топты алады да, мына ужас фильм деп қара. Бүйтіп мына топты мына жерге қойып қояды. Бір комедийный фильм көрсетеді. Оны белый мячик деп мына жаққа қойып қояды. Сөйтіп где-то мына қара топтан где-то бір 7-8, мына жақтан 7-8 қойып қояды да, бәрін спортлатуға тастайды да, и ойнатады. Ойнатады. Сөйтіп ойнатқан кезінде, ана спортлатудан шығатын мячтан 7-8 секунд алдын сіздің жүрегіңізде кетеді. Уже реакция береді. Ана шыққан жоқ спортлатудан, бірақ сіздің денеңіз уже біліп тұр. Тер кете бастайды, қолдар ғымырлап, уже пот кетіп, жүрегіңіз ұрған кезінде, уже явно делает тут что? Он уже знает, это черный ужас фильм болған кезде, черный мяч шығады. Уже 7-8 секунд алдын уже біліп отыр да. Бүйтіп отырады, спокойно отырады, тық етіп алды, белый мяч шығады. Уже, он уже знает ответ. Уже, и знаете, не он говорит, а его тело говорит. Теперь сіз айтасыз, хорошо, как-то мен сенбейтім. Хорошо, сенбейтім болсаңыз, мен по-другому айтам. Криминалистика детектор же использует еді ма? Использует еді. Мен, например, бәрін алдауым мүмкін да. Бірақ сіздің денеңіз алдамайды, сіздің жүрегіңіз алдамайды. Не үшін? Потому что сіздің жүрегіңізде иман бар. Иманның функциясы қандай? Ақиқаттан жалғанды айыру. Сіздің жүрегіңіз ешқашан алдамайды. Сол себептен бүйтіп отырасыз да, детектор айтады, сен мына оғырлықты істедің ба, или мынаны өлтірдің ба десең, сен миың айтады да, я деп, жоқ деп айтады да. А жүрегің мына жақта ұрады айтады, ложь дейді. Не үшін? Потому что мынаның волнасы мен мынаның волнасы разделяется и красный горит. Вот он доказательство. Вот это называется интуиция. Теперь другой вопрос. Мысалы, көбісі қазір машина айдайды ғой. Машина айдайды, көше шығып машина айдап кетіп бара жатыр да. Былай қараңыз да, любой адам авария болудың алдын, менің сөзім естіп қаласың да, сіздің жүрегіңіз мына навстречныйға шығудан алдын жүрегіңіз айтады да, не надо деп ішкенде внутренний голос келеді. Біздің басымызда екі дауыс бар. Біреу миың дауысы бар, біреу жүрегің дауысы бар. Сен жүрегің дауыс айтады да, шықпай қой, страшно, шықпай қой деп жүрегің уже айтып тұрады. Бірақ сен ана басыңмен постоянно автоматически істеп жұмыс істеп қалғансың ғой. Не деп шығып кетесің да, ана жақта баң уже ДТП да. Сен уже жүрегің айтып қойған. Сен өзің ол нәрсені түсінбейсің да, бірақ если қазір мен сөзім түсінген болсаң, любой қазір айтқан адамдарға водитель айтады, да дейді да. Енді хорошо, ол да что-то неправдоподобно дейтін болсаңыз, енді хорошо. Мамашка, например, Кентауда отырады, да? Оның баласы Америкада ауырып қалады. Сөйтіп айтады, әй Қайрат, Бауыржанға звонить етші Америкада, что-то бірдеңе болды ау, мен что-то басқаша сезініп тұрмын дейді да. Мама қойшы, нені айта бересің, ол Америкада ғой, бәрі жақсы ғой, уайымдамашы дейді. Балам звонить етші дейді, баласы звонить етсе ауырып жатқан болады. Это материнская интуиция. Хорошо, ол да неправдоподобно болса, по-другому мен пример келтіремін. Егізектер. Біреу Америкамен, біреу Европадан, біреу арып қалса, екіншісі ауырып қалады. Они друг друга чувствуют. А почему это происходит? Потому что ананың құрсағының ішінде жатқан бала мына екеуі бір болып кетеді соншалық. Связь пайда болады. Мына қазір ананың құрсағының ішінде жатқан бала ананың миымен жүрегі қосылып, сол арқылы информация балаға барды. Көңіл күйі жақсы болса, о бала жақсы воспитание, жақсы өсе бастайды. Ақау болмайды, жүрек ақау болмайды. Врожденные пороки сердца болмайды. Ананың көңіл күйі жақсы ма, бала жақсы здоровый болып болады. Ананың көңіл жақсы болмай, стресс бола беріп, қатты ренжи берсе, 3 айлығында закладка органы кетеді балада. Сол жерде бағана закладка орган болған кезінде уже дефект пайда болады да, басыда проблема пайда болады, жүректе проблема болады. Потом сен ол баланың аласында өмір бақи жер жүзілеп жүресің одан кейін. Врач жүресің. Саған ол керек па? Наладь отношения с своей женой. Общайся нормально, наладь отношения на ментальном уровне. Это очень сильно влияет на ребенка. Теперь сіз айттыңыз да, мысалы, жүректі, например, қалай сүюге болады деп. Мысалы, бала Китайда көрсетті да. Бала туылды.
анасы во время родов жүрегі тоқтап қалды да қайтыс болды. То есть қайтыс болды кровотечениеден. Ол енді Қытайда не істейді, органдарын алады ғой, ол ананың жүрегін алады да керек бір еркек адамға отқыздырады. Сөйтіп бағана баланы видеоролик бар, оны көрсеңіз де болады. Біреуге береді, ол бала жылайды. Анаған береді, жылайды. Енді былай қараған кезде сол баланың миында ақыл болатын болса, бүйтіп қарап, мама, сен менің мамамсың, сен менің мамамсың деп айтпайды ғой. Он что-то же ощущает же. Его интуиция подскажет, что это не ее мать. И когда жетінші адамға берген кезінде, ол адамның мамасын жүріп отқан кезінде ана бала успокоится вот так. И күле бастайды. Он откуда это знает? У него что, логикасы бар ма? Сознайсы бар ма? Жоқ қой. Онда мына жүрекпен арқылы, интуиция арқылы анасының жүрегін сезеді. Не үшін? Потому что ананың жүрек ұруы баланың жүрек ұруымен бір ритмде ұрады. Бала сол вибрация частотада соған сай болады. Ол баланы басқа адамға берсеңіз, ол жылай бастайды. Оның ақыл жоқ қой, жерде бас деп тұрған жоқ. Оның жүрегі сезіп тұр вибрациямен. Соншалық ана мен баланың екеуі байланысты болған нәрсесін айтып тұрмын да, это интуиция емес па? Ол не деп айтып түсіндіруге болады? Жалпы бізге келетін пациенттерді байқаймын да мен. Жаңағы балалар ауру болады, жалпы ше, байқаған кезде балалар ауру болады. И және де одан сұрай бастайсың, күйеуіңмен отношениең қалай? Иә. Болмаса, сен әке-шешең ажырасқан ба? Деп айтатын болсаң, либо ол вообще күйеуімен ажырасып кеткен, болмаса күйеуімен отношениесі ажырасу халінде жүр. Болмаса осы бала іште болған кезде, қызық нәрсе, бала іште болған кезде либо ажырасайын деп жатады, болмаса ана күйеуіне қажетсіз сезініп қалады өзін. Сондай моменттерге келеміз. Сонымен проблема қайда? Проблема анасының состояниесінде болғанда, жаңағы айтпақшы. Осында екіқабат кезде болмаса туғаннан кейін жалпы өзінің қажетсіз, керексіз вообще күйеуімен екеуінің отношениесі жаман болып жүрген кезде, ол баланың денсаулығына әсер етіп кеткен да. Жүрегіне, болмаса өкпесіне, жөтелі бар деген сияқты. Осындай бір балада ДЦП болмаса, неше түрлі жаман аурулары болып кеткен. Енді келесі бізде жалпы сұрақ. Енді біз ақшаған мәселесіне қойық кішкене. Жалпы әлемде миллиардерлер бар да. Интервьюларын тыңдасаң, мен айтады, мен білмеймін дейді. Мен решение былай қабылдаймын дейді. Бір келіп атады информация. Келеді былай қабылдаймын дейді. Сонда жаңа сіз айтып жатқан интуиция форматын миллиардерлер қолдана ма? Және осы информацияны бізден алдын владеть еткен болып сонда? Осы информацияны бізден алдын білген болып тұр ғой? Мен мына қазір дәлелмен айтатын болсақ, «Подсознание может все» деген Джон Кеханың кітабы бар. Мен оны алып келемін деп ұмытып кеттім. Соның ең последний 5-6 листочкың арқасында оқыған кезінде, оқысаңыз, миллиардерлер дейді, ақылмен жұмыс істемей, менің интуиция арқылы, ішкі интуициямен жұмыс істеймін дейді. Сол миллиардерлердің өзі айтады да. Он, например, қазір әрбір миллиардер өзінің секретін айта бермейді, не үшін? Потому что адамда бәрібір все-таки нәпс деген нәрсе бар да. Бізде бір қызықты нәрсе бар да. Бізде ақылмен подсознание болатын болса, жүректе нәпс пен жан бар да. Мына жақта өзі де барба болады, мына жақта да өзі барба болады. Кім мына жерде жеңсе, сол жағында мына жаққа информация барады да. Понимаете? Енді бір пример келтірейін мен өзім сіздерге. Негізі интуиция туралы, например, ойын бар. Интуицияңызды қандай дамыту деген, жүрек интуициясын қандай дамыту. Оны, например, өзім көбінесе курста, семинарда көрсетемін. Да, негізі. Бірақ ол мен сіздерге айтып өтейін. Оны бөлісемін сіздермен. Разноцветный карандаштан аласыз. Карандаштан аласыз. Біз қызыммен постоянно отырып, мысалы, жұмыс істегенмін да, сонымен интуицияны дамыту үшін. Мен айтамын да, қызым деймін да, разноцветный карандаштан аламын да. Ішінен өзім мысленно біреуін таңдап аламын да, например, желтый ма. И бүйтіп көрсетемін, айтамын да, қызым, мына осының ішінде бір карандаш алдым. Ол қандай карандаш деп, ол информацияны қызыма беріп тұрамын да. И представляете, что мы дошли до такой степени, что у меня екі қызым бар да, кішкентай қызым анасымен жұмыс істеген кезінде 100% угадывает. 100% угадывает. И бұның правиласында бір нәрсе бар да, қатты ойламау керек. Мен айтамын да, информация жіберемін да, ол сразу айт деймін да. Не үшін сразу айту керек? Потому что сізде бір өмірде бірдеңе істейтін болсаңыз, бір шешім қабылдаған кезінде бір техника бар өзінің техникасы. Ол техниканы сіз сұрақ бересіз да, 0,8 доли секунд пен 7 секундтың арасында сол информация шығу керек. Так шығады ответ жүрегіңізде. Соны істеңіз болды. Дальше ойланып кетсеңіз, миыңыз қосылып кетеді да, оның
жұмысым бәрі бардак болады. Сол себептен мен айтпақшымын, кішкентай қызым 100% угадывать ететін болды. Үлкен қызым 75% угадывать етеді. Енді былай қараған кезде мен және бір корреляцияны көрдім ба, менің қыздарым мамасына оказывается жақын екен, чем маған қарағанда. Менған уже 55-25% угадать ете бастады. Енді оның дәлел не болды айтып берейін сізге. Зейнеткерлік болмасын алдын, 3 ай алдын менің қызым көшеге кетіп барда, папа айтады, біз мына жерден көшпейікші дейді. Жылайды да. Мен қызым көшпейміз, мешіттің алдынан қай жаққа көшеміз деймін да. Бір күн жылайды, 2 күн жылайды, мен түсінбеймін. Көшетұғын ойым жоқ, көшпейміз қызым, уайымдама деймін да. И знаете, землетрясение болады да, сол себептен апыр-топырда көшуге тура келеді. 3 айдан кейін уже көшуге тура келеді. Біз, кстати, землетрясениеден алдын және бір уақиға болады. Екі қызым. Землетрясение сол күн болады ғой, сол күні пакеттерге киімдерін салып, ешінің алда қойып қойды ғой. Мен білмеймін ол ситуацияны. Кейін айтамыз да, потому что біздер землетрясение болған кезде апыр-топыр киімдерін алып шығып кетеміз ғой. Мен киім таба алмаймын да. Сөйтіп мен әйеліме кіріп айтамын да, землетрясение кіргеннен кейін үйге кіреміз де, бұны киімдерін таба алмаймыз десек, оказывается, есігінің алдында пакетті екі уже салып қойғанды ол нәрсені. То есть не айтпақшым да, кішкентай сәбидің интуициясы мощный болады. Мен балдарымды тәрбиелемеймін, мен өзімді тәрбиелеймін. Олардың айтқан нәрсесini істеуге әрекет істеймін. Екінші мәселе, баба дейді, мен торговый центрға барып келейікші деп бүйтіп тұрады. Енді каждый раз торговый центрға алып бара бермейсің, енді ақшасını ойлайсың ғой. Алып барғың келмей тұрады да бүйтіп тұрамын да бүйтіп айтады. И возможно, Всевышний Аллах уже дал им рызық деймін да, карточкалар бар, рызқы бар. Бірақ мен соны бөгіп тұрмын деймін ғой. Ана айтады ғой, жүрегің алға ұмтылмай барған келмей тұрады, барам. Деп шешім қалды. Барам ғой уже. Барған кезінде уже таксиді уже 3-4 консультацияның ақша түсіп тұрады ғой. Это уже закономерность. Закономерность. Ол уже мен уже дәлдеген нәрсе де ол. Конкретный. Тоже замечательно. Екінші мәселе. Бір күн консультация бару керек. Енді бәрі миың ойлайды ғой. Мына таксида барғаннан кейін автобуста барсайшы. Не қыласың деп бағана басың айта береді. Постоянно басың сені маруш ете берді ғой. А сен енді бағана таксиға отырып рахаттан барған келеді да. Сөйтіп сұраймын. Бүйтіп қараймын да, таксиға қараймын да. Енді қазір сұраймын ғой, мен сұраған кезінде басқа акцент істемеймін. Басыңмен жұмыс істеймін да көбінесе. Көбінесе басыңмен жұмыс істеген кезінде автобусқа отырамын, мен суполкиномен істеймін деп. Барған кезінде анаң іші ауа жоқ, бағана адам көп, қысылып барасың, кешігіп барасың. Барған кезінде бағана уже жүрегің айтқан істеу керек дейсің да. Бір күндер енді былай қараймын да. Жүрегімнен сұраймын да, ты хочешь на такси? Таксиға рахаттанып отырған барған күні уже на консультация пишутся люди. Аллах Тағала, сен өзіңе құрметпен қарайтын болып, өзіңе шынайы қарайтын болсаң, рызқың өзі кіре береді. Қазір мен бірдеңе айтайын да сізге. Біздер мына біз қазір жақында көштік. Ескі үйден жаңа. Ана ескі үй бір комната үйде әлхамда жақсы тұрдық. Бірақ состоянием түсіп кетті, жаман түсіп кетті бағана. Постоянно оны үйде жинай берсең, бірақ кірлей береді да. Сөйтіп әйелім айтты, тәуекелісті бір күн үйге көшпейміз ба деді. Енді біз еркек болғаннан кейін бүйтіп қатайдып тұрасың ғой. Сөйтіп бағана енді енді бәрі жүрегімен жұмыс істеген кезінде бәрі инада шығып қалады ғой бағана. Сенімсіздік бірдеңе болып қалады енді. Бізде пендеміз ғой. Сөйтіп мен айттым, мейлі иншалла. И тем более, например, соседпен де отношение что-то басқаша бола бастады. Сонда бүйтіп ойладым да, Аллах Тағала, бұл не үшін екен деп сұрақ келгенде, сонда мен бұл болып жатқан нәрсе бекардан бекар емес дедім да. Значит, Аллах Тағала қойшы, то мы переехали. Мына көшеге көштік, 70 квадрат метр, мынандай керемет үйге көштік, состояниеміз көтерілді. И мен сізге айтайын, сол как состояниеміз көтерілгеннен кейін, мен енді бана қысылып жүреді онда, мен өмірді бір ай таппаған адам емеспін да. Өмірде ондай ақша таппаған негіз. Сол 2-3 күннің ішінде ақша кіреді, 2 жылдық қарызың бәрін жауып тастаймын. Компьютер аламын мынандай, оның үстіне жені ақша қылады, жені қалған қарыздарын беріп тастап жатырмын қазір. И мына подкастқа ақша қалды ғой. Сонда 1 жылдық кірген ақша, ол өмірде таппаған ақша да. Ол не дейтін болса, айналайын, сен жүрегіңді тыңдашы. Ол гарантия. Просто гарантия. Жүрегіңді тыңдап, ол миыңа барады да. Жүрегің айтады, миың дейді, успокойся, расслабься дейді да. Сонда мына екеуінің арасы бүйтіп қосылған кезінде қалаған нәрсеңді внешний мирден тартасың. Не үшін? Потому что мына жерде магнитный поле мощный.
магнитное поле это мощный нәрсе, и сол сен қалған нәрсені тартып аласың. То есть таких моментов айтатын болсам көп та, откровенно айтқан кезде. Магнитный полеға байланысты келеміз. Жалпы жер сілкінісінің кезінде жер сілкініп жатыр, біз 7-ші этажда тұрамыз. Сөйтіп жаңа интуицияға байланысты қызым жатады айтады, папа мені тастап кетпеші дейді. Себебі ол жүрегіммен сезіп тұрды, менің на самом деле сондай ғой, адам деген ақыретте айтады, ақырет келген кезде, ақшан болған кезде баласы анасы баласын тастап қашады дейді. Сол сияқты бір-бірімізді тастап кете алатын адамбыз ғой. И соны естіген кезде мен жүрегім ауырып кетті да, на самом деле мен тастап кете аламын да өзім туған қызымды. Өзім жанынан жақсы көретін қызымды тастап кете аламын. И сол кезде шынымен де өлім сәті қандай екенін түсіндім да мен. Дәмін тату деген болды. Дәмін тату соншалықты қиын екенін түсіндім да. Бұл негізі түбіне келетін болсақ. Екіншісі рызық мәселесіне мен жаңағы сіздің айтқан екінші мәселеге постоянно кетемін. Мен жүрегімді тыңдаймын. Қыздарым, балаларым, әйтеуір любой адам бір нәрсе сұрайтын болса, мен айтамын. Менің рызығымды бұл өмірде беріп қойған Алла ғой негізі. Менің жұмыс беретін адамым емес, менің клиенттарым емес, менің белгілі бір әрекеттерім емес. Маған бұл рызықты беріп қойған уже Алла. Рызықты берем деп Алла Құран кәрімде уәде берген екен да, даже уәде берген. Бір ғалым айтқан екен, осындай пенделерге лағнет атсын, осы Құранда Аллаға уәде еткізген деп айтқан екен да. Аты ол сендер сенбейсіңдер, Аллаға тәуекел етпейсіңдер. Сол себепті Алла уәде етіп тұр, сеніңдерші маған. Сонымен ол шайтанның жаңа крючогын айтып қойған ғой. Сендерді постоянно осы недостатықпен, ақшаның, жалпы дүниенің жетіспеуімен қорқытады депші. Негізі ол қорқыныш, сомнение, өзіңіз айттық, иман. Бұл иман деген Алладан беретін нәрсе. Ал сомнение деген бұл шайтаннан беретін нәрсе. Сомнение бұл иман деген сенім болатын болса, сомнение бұл күдік. Антоним. Антоним. Және де тағы бір нәрсе да, не үшін бірінші жүрекпен тыңдау керек екенін мен осознавать еткен сияқтымын. Себебі біздің миымыз ол установка, убеждение, менің жүріп өткен опытымнан шешім қабылдайды. Осы мендегі бар нәрседен ғана шешім қабылдайды, болды. Көрген нәрседен қабылдайды ол. Осы нәрседен ғана. Бұл әлем, миыңыз тек қана бұл әлемді біледі. Ол жерде еще менің қабылдауымнан бөлек радиология бар. Менің әке-шешемнің опытын қабылдайды. Например, әке-шешемді кезінде көрген ақша үшін біреуді атып тастаған. Ақша үшін біреуді теуіп өлтірейін деп қалған. И ақша деген қауіпті, ақшаға барма, болмаса таппа, ақша табатын жүйелердің бәрін блокировать етіп, зато сондай шешімдерді қабыл еткізбейді. Сондай ойды алып келмейді ми. Және де ой туындағанның өзінде оны гасить етіп тастайды. Мынаяқтан келе жатады, жаңа жүректен келсе де гасить етіп тастайды. Енді осы жерде осы нәрсені осознавать ету керек та, менің опытым. Жүрек ол менің Алладан беріп тұрған сезімдерім, шешімдерім, Алладан беріп қойған бір жол да, бұл путь. Осы жолда егер таба алатын болсақ, біз постоянно осы жақтан шешім қабылдай алатын болсақ, мынаны иногда ғана қосамыз да. Қажет, бұл да қажет емес, негізі түбіне келсек. Бірақ мына жақтыға тыңдату керек қой бұны, получается. Мына жаққа тыңдатып. Мына қазір осы моментте бірдеңе түсінгенім, біз басымызбен тек қана жұмыс істеп, бір пример келтірейін да, сіздің жүрегіңіз ол академик та, хафыз, такой огромный, лауреат Нобелевской премии да. Бұл тек қана бір жерде отырады, бұл ақылды адам. Бұл қымылдамай отырады. Ол профессор мынандай. Сіздің миыңыз студент. Мына студентпен тек қана жұмыс істейтін болсаңыз, мына студент көп проблема алып келеді, ол еще такой молодой студент, еще ничего не знает. Бұл студент, если мына жүрекпен ақылдасып жұмыс істейтін болса, сіздің миыңыз жүріп тұрып информация алады да, а мына жерде отырып тұрып ақыл беріп отырады. Поэтому мынау қосылған кезінде мынаның тандемі супер два мощных компьютера, которые вам поможет в этом мире решить проблемы, а проблемы всегда будут. Если у вас не будет техникасы болмаса шешімі, адам басымен ұрабе шаршап кетіп, бағана суицидтан бастап, ажырасудан бастап, проблема пұлсыған, бәр проблема сол жақтан шығады. Ол мына жүрекпен миыңызды істетін болсаңыз, бұл өмірде де, арғы өмірде де, екі өмірің рахатын аласыз. Не үшін? Бір көпсі психосоматиканы исламға қарсы шығады да. Мен түсінбеймін сол нәрсені. Ол бірдеңе нәрсе бар да, ол білім жоқтықтан. Нету. Какой ты имеешь право, если ты не обучился, сказать мынау дұрыс емес деген нәрсе. Мен соны түсінбеймін да. Ол мынандай сразу бүйтіп фразаларымен тастай салады да. Айналайын, сен тастаудан бұрын алдың. Сен мынаны со всех сторон бүйтіп қарап шықтың ба?
деген сұрақ туады да. Енді мен бір айтып кетейінші, мен психосоматика келген кезінде мен сізге айтайын да, мен медицина не үшін кеттім? Медицина көп вопросты әлсіз, көп вопрос шеше алмайды. Мен негізі басым ауыру, мен панкреатит, артритті ол шеше алмадым. Мен 21 жыл, например, жұмыс істедім. Психосоматика келді, мен түсіндім да не деңгейін. Оказывается, әкеме ренжу екен ғой, просто соны екен ғой. Все проработали, 5 консультаций. Альхамдулилля, все нормально. Теперь задается вопрос. Енді қараңыз, біздің психология деп айтады, біздің батыстың психологиясы бар, дұрыс, мен түсінемін. Ол батыстың психологиясы бәріне бүйтіп крест қойып тастайтын болсаң, оның ішінде жақсы да бар, жаман да бар. Айналайын, сен тамақ жеген кезінде, сенің организм саған керек нәрсені алады да, керек нәрсені шығарып тастамайды. Неужели сен сол басыңмен ілім алғаннан кейін керек нәрсені алды, керек нәрсені шығарып тастасайшы? Фильтр қылып тастасайшы сен түсіну үшін. Сен неті жемең деймісің. Сен онда тамақты жеме онда бәрін полностью. Жүре бер сөйт. Азаннан кешке дейін. Онда істей алмайсың ғой. Сен керек нәрсені алды, мынан базировкасына исламды қойды, үстіне психосоматика қойды, үстіне және медицина қойды. Суперкомпьютер болады. Сонда мен қазір психосоматика келген кезінде мен медицинаны жақсы түсіне бастадым. Дінді тем более зор түсіне бастадым. Енді қарай, былай қарандымыз, хорошо, көбісі айтуым мүмкін қазір. Енді адамға қандай пайда болатын болды дейсің. Мен не только алдыма, мен бірінші өзімді тани бастадым. Біздің организмде сезім бар. Бұл сезім 90% мына жерде. Енді мынандай сөз бар да, қазақтар мынандай сөз бар, бір қазанда 2 қос қарын басы қайнамайды дейді. Біз оны қалай деп түсінеміз? Бір өрде 2 бір басшы болмайды деп түсінеміз да, бірақ оның мағынасы мүлде басқа екен. Адаспасам, Абай Құнанбаевтың айтуы бойынша, жүрек дейді, ол қайнап тұрған қазан дейді. Жүрек всегда қайнап тұрады дейді, қазан дейді. Бұл 2 қосқардың басы, бұл 2 сезім. Біреу жақсы көру, біреу жек көру. Екеуі бір моментте қайнамайды. Мен, например, жақсы көріп тұрып, дей алмаймын ғой сізге, дұрыс па? Это ненормально будет, да? Или мен сізді симпатиямен қабылдаймын, или жек көремін деген. Екеуі бір болу керек, бірақ екеуі бір моментте болмайды ешқашан. Сен де соның сөзін, если сен өзін жақтырмасаң, автоматически сенің жүрегіңде не бар? Үрей бар, өзін жақтырмау бар. Значит, ол деген нәрсемен сен қай жерге дейін бара аласың онда? Сен, мына психосоматика негізі өзі адамның нәпсімен күресуге өте жақсы жәрдем береді тұғын. Профессия, не үшін? Потому что менде бұрын боласит, менде жоқ боласит ба? Зависть, тревога, страх, непринятие, обида, вины, она наркоман, мынау проститутка, мынау. Много было осуждений. Я был в исламе. Значит, это я не говорю то, что ислам слабый деген нәрсе емес, астағфирулла. Мен слабым. Психосоматика на самом деле ол исламда бәр нәрсе бар. Просто психосоматика это программа, как понять и работать над самим собой. Тот человек, который умеет над самим собой работать и в правильном русле его применять. Если я помогаю людям психологический проблем шешу арқалға программа бойынша жәрдем беріп тұрып, ислам деңгейден түсіндіретін болсам, физикалық ауру кететін болса, социальный, например, алкоголизм, наркомания, лудомания, шизофрения кететін болсам, онда тұрған не жаман нәрсе бар? Ол именно сол арқалы ислам қабылдап кетсе, онда тұрған не жаман нәрсе бар? Сол маған дәлел берсін. Дәлел келу керек қой бұл жерде, дәлел жоқ қой. Дәлел келтіру керек қой бұл нәрсені. Менің қолымда емес, Алланың қолында, бірақ я же должен что-то же делать. Почему? Потому что ертең Алланың алдына барған кезде бірінші Алланың сұрағы сізге болатын нәрсе, ол не? Сенің жүрегің мен үшін не дайындап қой деген сұрақ болады. Имамдардан сұрап көріңіз. По-любому сіздің жүрегіңіз Алланың алдында жауап береді. Алла Тағала айтпаған ма, мен сенің әдемі шынайы сыртыңа, киіміңе қарамай, мен сенің жүрегіңдегі иманға қараймын дейді. Сенің, я буду смотреть на твое сердце, на твои намерения деп айтады. Какой еще должен доказаться? Слово психология, слово психо это что? Это душа. Душа где находится? Жүректе. Раз. Медицина. Почему сердечно-легочную реанимацию делает? Чтобы спасти головной мозг? А если сердце не будет, что ты будешь спасать? Ты качаешь сердце, и благодаря сердцу ты спасаешь мозг. Что еще нужно? Почему мы должны забыть? Почему мы вообще забыли свое сердце? Я вообще не могу понять. Почему мы фокусировку отдали головному мозгу, сердца вообще нету? Я насчет памяти остался, да, вопрос? 18 жасар қызды біреу атып өлтіреді да. Оның жүрегін алып басқа қызға отқыздырады да. Сөйтіп басқа қызға пересадка қылып отқызғаннан кейін ана қыз түсіде емес, оңыда бір жаман нәрселер көре бастайды. Сөйтіп енді Америкада психология жақсы развит еткен ғой, бағана қызға айтып сөздесе, ана қыз айтады,
мен бір адамды көріп жатырмын, мынандай болып жатыр деп айтып береді. Сол айтқан қыздың автопортретін сызады, сонда бағана атып өлтірген адамдың автопортреті шығады да милицияларға береді ғой, олар сол розыктан сол кісіні тауып алады. Енді зорлық ба зомбылық па ананы ұстап жақсылап қинаған екен айтады ғой, иә действительно мен өлтірдім дейді да. Енді оны қалай деп түсіндіресіз? Сіздің жүрегіңізде болып жатқан нәрсенің бәрі память бар. Ондай пример статистика бойынша мен сразу айтайын, Испанияда өткізген 100 пересадка қылған адамдың 85%, например, пересадкадан кейін ол вообще соленый жемесейді да. Мен уже соленый жей бастайды дейді. Зерттесе, оказывается, ана өлген адам соны жақтырған да. Соны, например, называется перенос памяти деп айтады. Енді басқа мәселе, сіз, например, Меккеге барған кезде не үшін жылайсыз? Вроде сіз миыңыз біледі, ол қаратас, сондай, мынандай бір білесіз ғой, жылайтын ештеңе жоқ. Бірақ сіздің жүрегіңіз жылады ғой. Оны қалай түсіндіресіз? Да потому что твое сердце находится рядом с Меккой. Жалпы жаңағы неге памятқа байланысты, потом ақыл мен жүректің мәселесіне байланысты. Жалпы жан біздің әлімсақтан бері дейді ғой, Алла жаратқаннан бері жан бар ғой, жаңа айттыңыз. Жан бұл бір научный уровеньдағы бір үлкен ақсақал сияқты депші. Ақсақал үлкен. Иә. Ақсақал. Ол оның жасы үлкен. Оның өмір сүру дәрежесі де үлкен, оның понятиясы да үлкен, оның видениесі де мүлдем бөлек. Ал ақыл, бұл ақыл пайда болған уақыт негізі. Менің дүниеге келгеннен бастап ақыл пайда болды ғой. Түбіне қарайтын болсақ, ақыл біздің айтып жатқан ақылымыз. Бірақ ақылды ол жанмен бірге береді Алла. Негізі неге келетін болсақшы, дінге келетін болсақ. Ал біздің айтып отырған қазіргі медициналық түрде қазіргі псевдонаучный жаңағы теорияларда айтады, ақыл бұл мен қалай туыламын, содан бастап информация жинай бастайды. Ананың ішінде жинайды, жалпы до родовой память бар, жалпы, және де генетический память бар. Осы память үшке бөлінеді өзі. Бірақ біздің айтып отқан жүректегі ақылыңыз, бұның білімі, ілімі, сезімдері, жалпы жұмыс жасау өте мүлдем бөлек. Екінші нәрсе, жаңағы сіз айттыңыз ғой, перенос памяти деп. Жалпы сонда біздің информациялар бұл белгілі бір дәрежеде денеміздің бір бөлігінде жиналады. Біреу денемізде, ақылымызда болатын болса, санамызда, мынау миымызда, екінші жүректе. Екеуінде бірдей информациялар жиналады ма сонда? Жоқ, бірінші информация бірдеңе түсініңіз. Жүректен миға барған кезінде 90% жүректен нервный клетка миға барады. Мидан жүрекке тек қана 10% барады нервный клетка. Теперь сіз айтасыз ғой, қандай сіз маған дәлелдеп бересіз деп айтасыз. Былай қараңыз, мына жүректен миға барады ол нәрсе. Жүрегіңіз ұрып тұр ма, гемодинамический қан арқылы жүрекке информация барады. Бір. Екіншісі, электричество, электрокардиограмма. Ұрып тұр ма, электрокардиограмма. Мына жерде де ЭКГ бар, мына жерде ЭКГ бар. Электрокардиограмма электрическим путем барады. Екіншісі, гормоны. Гормоны мына жақтан мына жаққа барады. Адреналин, кортизол. Төртіншісі это магнитное поле. 4 пути, которые сердце сообщается головным мозгом. Мына жақтан бар, мына жаққа барады. Понимаете? И что происходит? Самое интересное, мынандай нәрсе. Жақында естідім. Сіз білесіз ғой, что подсознание формируется от 0 до 7 лет. Бәріңіз білеміз бұл нәрсе, подсознание. А как личность формирования, как личность формируется с 7 лет начинает, как я. Бала уже 7 жаста қара ақты біліп анализ істей бастайды. Енді жүректен не болады? Жүрек мәселесінде. 0 жастан бастап 7 жасқа дейін сен жаныңыз бар, душа. Она формируется. И когда душа, біз айтамыз ғой, балдар, ол жерде нәпс жоқ. Қараңыз, нәпс жоқ. Балада нәпс жоқ. 0-ден 7 жасқа дейін, 0-ден 12 жасқа дейін балаға даже исламда күнә жазылмайды. Не үшін? Нәпс жоқ ол жерде. Алып қою, салып қою деген нәрсе. Бала не? Ойланып, ойнап, күліп, деп ақтап жүре береді. Ол періште деп айтамыз. Нәпс қашан пайда болады? 7 жастан 2 жастан пайда болады да 12, 13, 14-те нәпс пен душа екеуі бүйтіп бәсекеге тастайды. Это называется переходной возраст. Вот тогда начинается, папасымен, мамасымен кірісе алмай, шығыса алмай, көрсете, бүйтіп 21 жасқа дейін ана папасына қарсы, мамасына қарсы, сендер білмейсіңдер, мен бәрін білемін, мен бұл өмірді өзгертіп жіберемін деген максимализм келеді. Сол жерде бұл баланың нәпсімен жанның күресуінің 15-16 жасқа келеді да, нәпс жеңіп кеткен болса суицид болады. Қазір көріп жатсыздар суицид.
нәпсі жеңіп кететін болса суицид қылып кетеді. эгоцентричность зонасы көбейіп кетеді ғой. Иә, ана жаны көп болып кетеді. Соның үшін біз не үшін? Біз жанымызды тәрбиелеу керекпіз ғой. Біз жанымызды тек қана ілім арқылы тәрбиелейміз. Біздің денеміз тамақ арқылы энергия алса, біздің жүрегіміз ілім арқылы энергия алу керек. Біздің жүрегіміздің ілімі не десе болса, ол Құран Керімден бастау керек. Потому что мына жақта ілім бар, мына жақта білім бар. Мына жақта ислам болса, мына жақта наука болу керек та. Бірақ бізде қазір бәрі пұл болып кетті ғой, сөзің ашығы. Жалпы андай моментта бала дамыған кезде іште даму бар, және де 3 жасқа дейін, іште дамығаннан бастап 3 жасқа дейін, осы кезде адамның миында 87% нейрондар қалыптасып қойды екен. Қалған 13% нейрон, жаңа айтып жатқан, 3 жастан былай қарай қалыптасады екен. Негізі баланың бала болып установка движениелері сол жерде қалыптасып, негізі біте бастайды уже ақырындап. Қалған 13% ақырындап жаңа 7 жас, 12 жасқа дейін қалыптасады. Енді келесі момент, бұл менің ғана теориям, басқа ешкімдікі емес, және де өзімнің жеке пікірім, субъективті пікірім, психология келген кезде түсіндім ол нәрсені. Жалпы подростковый возраст бар бізде, балаларда. Любойымыз бір подросток болдық. Иә. Переходной возраст деп айтып жатады. Осы переходной возраст дегені бостан босқа шықпады деп ойлаймын да мен. Себебі біз әкеміз, анамыз кішкентай кезімізде бәріміз Құдай көретін едік, әкеміз бен анамызды. Ода қате жоқ, ода күнә жоқ, ода нәпсі жоқ, ол пәк, ол бір су сияқты, оны сүт сияқты деп қарайтын едік. Енді байқасаңыз, переходной возрастта не басталады? Осы әке шешенің минустарын көре бастаймыз біз. Алла бұл нәрсені, менің ойым ғана, Алла осы нәрселерді көрсетеді. Неге? Себебі әке шешенің құдайлық дәрежесінен Алланы шынайы тануға деген жол да бұл. Например, мына жерден кетті, ал бір кісілер әлі күнге дейін әке шешесін Құдай көріп жүр. Бар, например, переходной возрастан өтіп кеткен, бірақ как будто әке шешесі қателеспейді. Әке шешесі вообще нәпсісі жоқ, оның қасында шайтаны жоқ, оның установка движениесі осы уақытқа дейін жинаған белгілі бір қателіктері жоқ. И соның кесірінде, например, әйелдер мен еркектер бір-бірін тыңдамай ажырасып кетіп жатады. Неге? Например, еркегі әке шешесінің ойын фильтровать етпей, жаңағы бізде критикалық ойлау жүйесі бар ғой, критикалық ойлау жүйесіне қоспай, прямой қабылдап, например, соны әйеліне барып істейтіндер бар да. Бар ғой сондайлар, например. Копирует прошедшую жизнь на свою жизнь, да? Енді осы жерде переходной возраст, менің ойымша, жай ғана әке шешенің құдайлық дәуірінен шынайы Алланы тануға деген жол деймін да. Себебі ана жерде әке шешесінің Құдай емес екенін көрді да, шынайы Құдайды іздей бастады. Жолға түсті ол. Содан бастап уже нәпсі сол жолдарды көрсетуші құралда. Нәпсі болмаса біз Алланы танымаймыз. Себебі нәпсі не істейді? Нәпсі мен көрсем, мен болсам, және де бір белгілі бір шексіздікті қалайды да, негізі қарасақ. Шексіз бай болсам, шексіз махаббатқа ие болсам. Именно қазір. Сейчас, на данный момент деп айтады ол. Бірақ осы нәрсе болмаса, мен Алланы на самом деле шексіздіктің шынайы жолына түспейтінем да. Шынайы шексіздікті танымайтынем, іздемейтінем, қарамайтынем. Шынайы шексіздік бұл через нәпс қой. Например, нәпс деген біз көбіміз жаман қылып тастағанбыз ғой. Бірақ бұл инструмент қой, жай ғана. Ақылда инструмент, жүректе инструмент, жалпы инструмент орган ретінде. Сол сияқты бұл да инструмент да. Либо Аллаға жақындатады, либо Алладан алыстатады. Ол сенің таңдауың. Иә. Ол мынандай, оны примерно бүйтіп айтамын да мен всегда. Например, Кентаудан, например, Чимкентке бару керек да. Машина жоқ деп айтады, көшеде қалып кетті адам. Представь, ештеңе жоқ, машина абсолютно. Мына жерден баратын болсаң, жаяу баратын болсаң, бөлер жеп кетеді да. Өмірде проблемалар сені жеп қояды. Сені бір выход, или сен жаяу барасың, или сен мына обуздаешь вот это дикие лошади. Дикие лошади это твой нәпс. Если ты обуздаешь вот эти дикие лошади, сол дикие лошади аяққа салсаң, обуздать еттің болсаң, сен мақсадыңа жетесің, тез барасың да. Если ты не хочешь обуздать, ты упертый да, ну уйди по своему пути. Уақыт кете ма, нервің кете ма, проблем кете ма, жетесің ба, жетесің, бір Алла тағала біледі. Нәпсті просто үйрету керек. Обуздать надо их. Воспитать и обуздать. Келесі момент, скорее всего, ең соңғы сұрақтардың бірі. Сіз керемет жеткізесіз, және де бұны жақындап, сіз керемет жеткізесіз бұл нәрсені магнитный поле бойынша. Жалпы біздің денемізде және жүрегімізде магнитті поле бар. Және де сол нәрсені түсініп, сол нәрсені игеретін болсақ, біз, сіз айтасыз, жаңағыдай кез келген нәрсеге негізі оңай жетіп, кез келген нәрсені бүйтіп тартып аламыз деп қайдасыз. Запросто. Сол нәрсені бүйтіп күшті қылып ашып беріңізші біздің көрермендер үшін. Сонымен, скорее всего, біз
осы подкастымызды тамамдаймыз. Жалпы сіздерге пайдалы болып жатса, ортасында бір айтып кетейік, лайк басыңыздар, комментировать етіңіздер, каналға жазылыңыздар, және де осы видеомен туған туыстардың группасына, тиктокқа кесіп фрагменттерді салыңыздар, себебі сізде осы бір пайғамбар саллаллаху айтқан ғой, егер сен әйеліңмен қосылатын болсаң, недер сахабалар сұраған, сен әйеліңмен қосылатын болсаң сауап па деп сұрағанда, егер дейді, егер сен осы әйеліңмен қосылмай басқа біреумен қосылатын болсаң күнә ма дейді, сол кезде айтады, иә күнә, онда әйеліңмен қосылғанда сауап дейді. Сол сияқты біз күнәні тарататын болсақ, жаңағы арақ жасаушы, арақ тасушы және арақ ішуші бірдей күнә арқалайды дейді ғой. Сол сияқты егер біз жалпы жақсы нәрсені тарататын болсақ, жақсы нәрсенің тарауына жақсы жол салатын болсақ, біз сол жалпы сауапты жасаған адаммен иншалла бірдей дәрежеде сауап аламыз. Например, сіз білімді іздедіңіз 14 жыл, или 20 жыл, или 30 жыл, или 50 жыл, например. Сол жылдарда сауапты бір кісі образына жай ғана таратып, сіздің таратуыңызға, осы ілімді таратуға себепкер болатын болса, бірдей иншалла сауап алады. Сол сияқты сауаптан. Жеті амал ғой главное. Амал. Ниетіңіз бен амалыңыз. Ілім бізге емес, уақытта бізге емес. Процесс. Кто делает, тот получает, кто нет, тот. То есть ғылыми таман айтатын болсақ, ғалымдар дәлелдеп берді, институт математики сердца. Еще раз хочу сказать, институт математики сердца. Мен не үшін айтамын, потому что көбінесе Америка істелген нәрсе ол жақта возможность бар. Адамдың жүрегіне, оказывается, 5000 раз мощнее магнитное поле, чем головной мозг. Теперь задается вопрос, магнитное поле вообще не қажеті бар деген сұрақ туып мүмкін, да? Мен өте мынандай қарапайым түсіндіріп берейінші. Мен Москвада жүрген кезінде науқастар келеді, не баласы, не қызы ешкім келмейді да, жасы 55-те, сол не көру, тамақ беру келмейді. Сол науқастарын көремін да, бірақ сол науқастар көбінесе реанимацияда жатып қалады да, қайтыс болады в основном. Бір нация бар, енді оны ренжімейді. Сигандар деп айтайық, как оно есть, сигандар келеді. Больницаға барам, толып тұрады көшенің бәрі, машина түсінбей. Мен сразу білемін да, оказывается, жерде бір сиганның адам операция жатқан екен деп. Өте дружный халық. Сигандар, в основном, чечендер, дагестандар, вообще кавказецтардың бәрі жиналып тұрады, бір құрметтер. Сол адамдар, например, сиганның балдарда, например, 2-3 рет мен операция істедім. Енді былай қараған кезінде мына жерде кір деген нәрсе мынандай толсты ғой, былай қараған кезде нагнание болып кету керек қой. Сол болған операция істейміз да, сол бала 4-ші, 5-ші күні негізі 7-10 күн жату керек. Ол баланы шығарып жіберуім керекпін. Соншалық активно ананың терезенің бәрін бұзып бастайды ғой, сонша активно. Енді былай ойлаймын да, былай қараймын да, мына контингент қараймын. Адамдар келіп тұр көшеде. Талай адам күтеді, 3 күн, 7 күн күтеді. Мына адамға келмейді. Ол не екен деп медицинада бетіп салыстырасыз ғой. Потому что все-таки наука болғаннан кейін зерттейсің. Қазір мен соның сұрағына жауап алдым ғой. Исламда уже давно айтып қойған ғой. Сендер біреу арқалан болса, сендер барып оны жағдайынан хабар алыңдар деп. Не үшін айтқан себебі, сенің пакетің үшін емес, сен ол жаққа жаңа көңіл күймен, мына мощный магнитный полемен барасың. Оның жанымен сөзген кезінде сен оның көңілін көтересің. Енді сенің магнитный полең ол күшейіп кетеді, ол төмендеп кетеді. Оны, например, қазанға от сағандай салып тұру керексің ғой. Оның магнитный поляның салатығын отыны не десе, сенің жақсы эмоцияң. Сенің жақсы эмоцияң оған күш береді. Содан кейін айтады, саған жақсы қолым ғой, классно. Ана 10 адам келсе, он еще больше увеличивается. Теперь не үшін жамаатпен болып намаз оқып, адам ауырып қалса дуа істеу керек дейміз. Потому что ол жамааттың каждый человектің магнитный полен салатын болсаңыз, оны 2-3 по радиусу метр, 2-3 метр болады. Бәрін қосатын болсаңыз, қанша километр болады. И представьте, все дуа оқыған кезінде на уровне сердца. Қараңыз, на уровне сердца. Теперь задается вопрос. Күн электрический поле, земля магнитное поле. Оның кездесуі қай жерде? Мына жерде. Дуа істейсіз ба? Ол от души сіздің дуаңыз сол адамға жетіп барады, сол адам жақсы болады. Мына оның дәлелі сонда. Сол себептен қауым болып дуа істеңдер, қауым бар, мана ауырған адамға жәрдемдеңдер. Оның привитен осы тематиканы дәл соны дәлел. Енді қарайтын болсақ, көп адамдар ата-бабамыз атта жүрген. Аттың магнитная полясы 15 метр. Ол мощнее. Ол сіз атқа отырған кезінде сіз содан кейін бүйтіп күш аласыз. Сезінесіз. Деп түспейсіз содан аттан, сіз мощный болып түсесіз.
Не үшін аутисттарды атта шапқыздырады? Не үшін? Потому что они мощь берет, сил берет от коня. Они получают вот эту энергетику мощную. Алып тұрған адам ат қосылыңызшы. Естігесіз ба, естімегенсіз ба, біздің қазақтарда мынандай нәрсе бар да. Қазақтарда бар сол. Егер сіз жігіт ретінде асау жігітсіз да, андай бір бұзықтау, қырып жоятын. Жаңа сіздің магнитополияңыз тоже 15 метр да, былай айтқанда. Мощный. Мощный. Ал мен бір онда бір сорлау болады ғой енді бір жігіттер. Шынымен көңілдері тимейтін, әлсіз, сорлау. Ботаник. Бір мінезі қызға ұқсаған осы екі жігіттің тәрбиелеу тәсілі бар екен қазақтарда. Асауды жуастыру, жуасты асаулау қылудың тәсілі бар. Ол қандай? Сізге барып қой бақтырады. Қой бақтырады. Мен мына мощныйға қой бақтырады. Мощныйға барып қой бақтырады. Успокойся, да, чтобы успокойся. Ол барады да қой сияқты мон болады екен. Енді мынау жігіт бір сорлау, әлсіздеу жігітті асау, жылқы бақтырады екен. Прям айғырларды ортасына салады. Ол бір жылдың ішінде, болмаса 3 айдың ішінде ана жігітті танымай қалады дейді ғой. Сонда мен қазір бұл нәрсені қазір түсініп отырмын. Сонда қазақтар осы магнитный поле, жалпы психоэмоционалды состояние, энергетический баланс, бүкіл нәрсені зерттеп, сол себепті біздің енді жалпы ата-бабамыз, түркілер бұл нәрсені уже зерттеп қойған да. Қарасаңыз. Это все уже есть, знаете почему? Потому что қазір мынандай ғой, сейчас много образованных людей, но мудрых людей мало. Раньше не было образованных людей, но мудрых людей много было. И вот здесь это уже давно, они уже, наши предки знали. Почему знали? Потому что они обладали знаниями не только ислама. Ислам — это фундаментальная наука, все должны обладать. Химия, биология, физика, астрономия, химия, сколько, вот светило было. А мы сейчас, почему-то, знаете, эти науки мы не воспринимаем всерьез. Если даже воспринимаем всерьез, например, біздер по отдельности химияның физика қатысы жоқ, физиканың алгебраға қатысы жоқ. Вообще дейтіп, әйнекті сындырып тастайсыз ғой, осколочтай аламыз да, и бір-біріне бірге взаимодействиясы жоқ да. Жаңа сіз айтып жатқан сияқты психологияны немен байланыстырмайды исламмен, бірақ ислам бұл діннің тірегі бұл жан ғой, негізі жанға байланысты нәрсе. Ал психология бұл жан ғой, жанды зерттейтін ғылым ғой, на самом деле. Психосоматика жан мен тәннің байланысын зерттейтін ғылым. Бұны алады да оторвать етіп тастады да, бір реальностьтен оторвать еткендей, например. Либо сен 100% материалист болу керексің, либо сен 100% руханият болу керексің да. Бірақ, например, егер менің денем бұл менің физикалық күйім. Бірақ физикалық күйден ментальный күй шығып кететін болса, не болады? Адам боқ көтерген боқтың қабы дейді, боқтан сасық боласың өлсең дағы деп Абай атамыз айтады. Сол сияқты мен негізі бір мешокпын ғой, былай айтқанда, денем. Ал меніңкі шынымен меніңкі бұл жаным да. Жанымды мына жерден суырып тастайтын болсақ, бұл ауру да кетеді, проблема да кетеді, бала шағамен отношение де кетеді, әке-шешемен отношение, әйеліңмен отношение, бүкілі просто так болып қалады да. Значит, біз ең басты айналысу керек нәрсеміз негізі жанды тәрбиелеп, жанды бүйтіп балансқа алып келіп тұруымыз керек та. Себебі жанда дисбаланс болатын болса, мен байқаймын, жанда дисбаланс адамның тәнде дисбаланс болады. О да сутулость, дененің бір жаққа қисаюы, аяқтың жаман болып, болмаса бір белгілі физикалық аурулар, болмаса органдардың ауруы, жүрек ауруы сияқты мәселелердің барлығы негізі жаннан кеткен дисбаланстың кесірінен болады да. Оны қысқаша орыс тілде айтқан кезде бір екі форматта айтуға болады. Бұрын айтты, в здоровом теле здоровый дух. Это неправильно, братан. В здоровом духе здоровое тело болу керек. Представь, что вот такой сильный, да, бас кеткен, қуып жүр да, біреуін ұрып жүр да. Оның ішіндегі рухы тура емес қой, например, он не воспитал свой нафс. В здоровом духе здоровое тело, это раз. Во-вторых, жан кірді, рух кірді, бала әлемге келді. Рух шықты, біз өлдік. Сонымен жұмыс істеу керек. Енді басқа формат бар да. Мысалы қазір психология. Енді адам психологияның кезінде тек қана Зигмунд Фрейд ойлайды, бұл психоанализ. Ол бір шеттен қара, бір айтуға да болмайды ғой. Мысалы, например, Хаммер өзі, ол врач кісі. Ол врач. Мен айтайын, ол 50 000 история болезні дәлелдеген адам. Қазір көбісі Луиза Хей, ол Луиза Хейді алып, Лизборованы алып, ол бүйтіп қарамаған кезінде ол. Мен бір пример келтірейінші. Мына қазір банальный рак легких неден келеді? Жүйте неден келеді? Просто приблизительно бүйтіп
просто түсіндірем. Обида қазақша не болады? Өкпе. Өкпе на русском что будет? Легкий ғой. Легкий. Енді любой адам қазір жөтеліп жүрген, қатты жөтеліп жүрген, хобыл болып жүрген, онкология құдай сақтасын болып жүрген адамдар бүйтіп қараңыздаршы өздерің ішіңіздер. Сіздерге невыгодно ғой сами себя обманывать. Өпке келген адамда онкология болады. И мен қазір біздер жұмыс істеп жатырмыз практикада. Любой адамға бүйтіп қарайсыз да, қай жері ауырса уже білесің да. Мына жерде страх бар, мына жерде вина бар, мына жерде өпке бар. Сонымен жұмыс істейсің, соның дәлін тік кіресің, да регрессия тақ. Мен аккуратно жай шыққан кезінде альхамдулилля ана адам өзгеріп шыға келеді. Моральный, материальный, физический, духовный, умственный, профессиональный ол өзгере бастайды. Не үшін? Потому что исламда деген бір нәрсе бар. Сендер өзекті проблеманы шешсеңдер, қалған проблеманың өздері шешіп кетеді. Мына саған проблема шешу. Ана Рағд сүресі 18-ші аят ма, 17-ші аят ма? Сол жерде сендердің проблемаларың бастарыңдағы жалпы болып жатқан қиындықтарың өздерің жасаған екі қолдың күнәсінің кесірінен депші. Біз екі қолдың дегенде жалпы өзің жасаған деп тұр, өз-өзіңе создавать етіп жатқан проблема бұл на самом деле. Енді, например, енді спорт залға бардым деп жаңа айтып кеттім. Спорт залға барам, көп әйелдер болмаса еркектер ожирение да, артық салмақ. Бұл жаңағы жүрек ауруының белгілі бір себептері тоже негізі түбіне келетін болсақ. Бірақ осы ауру ғой бұл негізі. Ауру. Осы нәрсені жалпы шеше алмай спорт залда жүгіріп атады да. Статистика бар екен. Жалпы осы жүгіріп азады ғой. Азып, арық болып, фигурный, әдемі болып жүреді. Бірақ осылардың 85% бұрынғы состояниесіне қайтып келеді екен да. Бұрынғы халіне, бұрынғы жаңағы салмағына. Потому что причина не решена. Бұның себебі бар да. Жаңағы өзінің установка убеждениелері болмаса, әке-шешесінің жүрген опыты, например, әкесі болмаса анасы, жарайды, анасы өте әдемі болды, симпатичный болды. Соның кесірінен анасына бір еркектер тисе бастады. Зорлады, құдай сақтасын. Осы опытты жаңа айтып отырсыз ғой, жүректе және де мида қалады бұл опыты, және денесінде қалды. Ол денесіндегі информацияны жалпы ол баласына береді. Симпатичный болсаң, мынандай болып әдемі болатын болсаң, саған опасный. Себебі сен зорлау мүмкін, сені қинау мүмкін, жалпы бір сексуальный насилиеге алып қалуы мүмкін. Сол себепті сен арық болма, сен мынандай толық бол. Толық болсаң өз-өзің қорғай аласың, және саған ешкім қарамайды. Бір қорытындылап кетейік бүгінгі неде. Жүрек мәселесі бұл просто так қарайтын нәрсе емес екен. Бұл өте күрделі, және де бұның емдеу жолы да негізі күрделі деп айта алмаймыз. Просто бір сила волені қажет етеді. Өзінің стереотиптеріңді осы уақытқа дейінгі ойларыңды бұзып, бір қадамды жасау керек. Новый. Жаңа жүрекке, например, осы подкаст жасаған кезде бір кісілер көруі мүмкін да, шынымен де келеңіштеуі мүмкін. Бірақ осы жүрегіндегі шешімін бірінші ақылы кедергі болуы мүмкін бұған. Всегда. Бірінші ақылы. Всегда он будет тормозить по полной программе, блокировать, тормозить. Почему? Потому что бұл ақылға сенің өсіп жүргенің выгодно. Выгодно болып тұр. Екінші, бұған сенің қоршаған ортаң айналаң кедергі болуы мүмкін. Неге? Себебі бірінші сендегі басыңда реальность бар. Жаңа айтып кеттік, установка убеждения. Осы установка убеждения сенің өміріңде қайталанады, ол реальный ретінде келеді. Енді осы реалиде адамдар сол нәрсені просто подтвердить етеді. Мынау мынандай деп. Болмаса ол әр адамның басында өзінің реалии бар. Сол нәрсені саған подтвердить етіп отыр. Просто алу керек та, жүректі тыңдап, бір әрекет жасап көру керек, бір қадам. Сен Аллаға бір қадам жасасаң, ол саған 10 қадам жасайды. Сен оған 10 қадам жасасаң, ол саған 100 қадам жасайды. Сен 100 қадам жасасаң, ол саған жүгіреді дейді. Сол сияқты сен әрекеттер жасау керексің. Одан кейін бір жаңа айттым, неге байланысты? Генетический проблемаға байланысты. Көбісі түсінбеуі мүмкін. Недавно бір не болған исследование. Сол исследованиеда крысаларға постоянно токпен ұрады екен да, крысаларды. Тақ етіп. Токпен ұрған кезде бір гүл ескетеді екен. Раушан болуы мүмкін, раушанды ескетеді, раушан гүлі, роза. Ескетеді и ұрады екен. Ескетеді, ұрады. И там бір ай, 2 ай, 3 ай ұрады ғой. Енді жақсы не емес, жалпы научный исследование емес, бірақ короче қинайды екен да сөйтіп. Сөйтіп ана крысаға біраз уақыттан кейін просто гүлді кеп иіскетеді екен. Анада как ток ұрған сияқты уже денеде рефлекс пайда болады екен. Енді сол рефлекс біраз уақыттан кейін оның баласы пайда болады. Баласына да гүлді алып келсе, сол рефлекс болып жатыр дейді уже. Бұл рефлекс адамның денесіне активны 3 атада жүреді екен.
радиология бойынша 3 ата. 3 болмаса 4 ата. 4 атадан кейін ақырындап кете бастайды да. Тағы бір теория, бұл 100% емес, енді бір, например, адамның түкірігінде, жалпы түкірігінде бір қаланы жарып жүретіндей, жаңағы атомдыға бөлетін болсақ, бір қаланы жарып жүретіндей күш бар екен да. Бізде күш жоқ деген это невозможно, және өтірік ол. Біреу айтады ғой, менде депрессия, менде күшім жоқ, энергиям жоқ, менде жаңағы выгорание деп. Сіздің күшіңіз бар. Просто күшіңізді дұрыс бағытқа жұмсап жатқан жоқсыз. Бірақ сіздің на самом деле таудыға барып жүретіндей. Сіз алдында бір кино, документальный фильм көрсеттіңіз ғой бізге. Документальный фильмда бір сөзбен ғана рак мошонка, рак мочевого пузыря. Плюс ткань, қазір врачтарды көріп отырған шығар. Плюс ткань это получается бір 3-4 сантиметрлік. Негізі Америкада айтқан бұл мочевой пузырьдің бәрін алып тастау керек деген. Бірақ китайская клиникада осыны без наркоза, без ничего, просто человек приходит, жатады, басында 3 адам тұрады, которые уже обучены. Это те люди, которые жүректің действительно іскі жүрек волнасымен жұмыс істейді ғой адамдар, уже отточены. Сол клиникада 180 000 адам осы нәрседе өткен. Сол бір сөзді айтады. Ол сөзде алып баратқан ештеңесі жоқ, бірақ сол сөзде бір нәрсе бар да. Уже болды деген нәрсе бар. Болды деген нәрсе бар. Возможно, может быть, так, вот так деген нәрсе жоқ. Болды деген нәрсе бар да. И соны айтқан кезінде рак 2 минут 45 секунд ішінде жоқ болып кетеді. Сол нәрсе мен миымды негізі жарып жіберді. Реально сол күні мен түнімен ұйықтай алмаған жоқпын. Негізі ол сөз емес. Бұны біз подтвердить етпедік, бұл сөз емес. Адамның ішкі халі оны жазып жіберді. Это состояние, ваше душевное состояние. Ол адамның өзінің ішінде күші бар, ол нәрсені 100% жарып жіберетінге, ол нәрсені жазып жіберетінге 100% күш бар. Просто сыртқы факторлар утвердить етті. Сенде бұл күш бар. Және сен бұны жаздың, жеңдің, болды там. Сен жазылдың, сен 100% саусың деген утвердить етті просто. Сол сияқты сіздің дұғаңыз, сіздің халіңіз, сіздің күшіңіз, сіздің жалпы состояниеңіз бұл үлкен бомбический, атомный бомбадан да күшті бұл. Сол себепті сіз жай ғана жаратылыс емессіз. Негізі адамдар біз өзімізді жай ғана жаратылыспыз деп қараймыз. Бірақ біз қандай күшті жаратылыс, және де қандай күшті жаратушының жаратылысы екенімізді түсінбейміз да. Алдында әйеліміз екеуміз сөйлесіп отырық, осы нәрсені айттым да. Айтамын да, біз шөп, тал, анау бар, мынау бар, бүкіл Алланың жаратылысы. Олар осы халімен күнделікті азаннан кешке дейін Аллаға зікір айтып тұрады. 24 сағат. Енді осы зікірден де күшті нәрсе бар деймін да. Ол не десем, мен Алланың соншама керемет жаратылысы екенін түсініп, және де Алланы ұлықтап шүкірші ететін болсам, бір момент оның бүкіл өмір бойы жасалған зікірінен де күшті деймін да менің состоянием. Екінші нәрсе, бізді періштелер келді да, періштелер бізге сәжде етіңдер деді ғой, адамдарға. Адамдарға емес, адамды жаратқан Алланың кереметіне сәжде етіңдер деді. Дәл осы жерде біз сол нәрсені, сол кезде періштелер айтты, біз сонда жер бетінде қан төгетін жаратылысқа сәжде етеміз ба деді. Алла жоқ деді. Менің жаратылма сәжде етіңдер, жаратылысыма. Енді біз өзімізді жаратылысын көзімен қараймыз ғой, жаратылыстың. Например, мен Ұлықбек ағаның жаратылысын көзімен қараймын. Мен бірақ бұл кісіге жаратушының көзімен қарайтын болсам, бірақ қарай алмаймын мен, бірақ соны түсінетін болсам, қандай керемет жаратылыс та Ұлықбек аға. Оған қандай күш берді Алла, қандай керемет етіп жаратты, қандай состояние берді. Оның бір ғана шүкірі, бір ғана дұғасы қандай бір күшке екенін түсінетін болсам, мен адамды сүй, Алланың хикметінсіз деген Абайдың өлең шумақтарын сол кезде толыққан түсінемін да. Адамды сүю керек, себебі ол адам әрбіріміз Алланың керемет жаратылысымыз. Әр қайсымыз индивидуумбыз, ерекшеміз. Және де осы ерекше болып Аллаға керемет күйде қайтуымыз керек. Сол жолда біз осы подкаст жасадық, так что иншалла бізді продвигать ететін Алла деп айтамыз. Алдында келген. Мен сол сөз ұнады негізі, потому что бұл подкаст ешқашан болмағанда, мысалы орыс тілде мен қанша рет обращаться еткем, но не получилось, по улице не хочу что-то говорить. Значит, беріп туған екен осы подкаст сізге. И, кстати, знаете вас, как? Басқадан мен қарадымда битіп сізді көрдімді, жүрек айтты осы деді, сразу выбрал все. Ұлықбек ағама хабарласады,
уже 2-3 сағат сөйлесіп, мен үйге көтеріліп бара жатырмын, телефон естімейді, сол кезде Ұлықбекға соңғы айтамын да. Ұлықбекға біз дайын болған кезде деймін да, Алла біздің маркетологымыз болады ғой, бізді Алла продвигать етеді ғой десем. Мен осы бүгінгі естіген ең күшті жаңағы не дейді өзі, керемет сөзім осы болды дейді, инсайтым осы болды дейді. Так что әрбіріміз дайын болған кезде Алла өзі продвигать етіп, біздің арман мақсаттарымызға жеткізеді. Сіздің де арман мақсатыңызға Алла жеткізуші. Так что осы видеомен бөлісіп, біздің каналға жазылыңыз. Ассаламу алейкум.